Правленде қонақ үйде адамылай көп түйілді. Үйні түз арасында тағылып көптен сапын көмікче базық лампа жанады. Ақ кетен жабу жайылған стол үйні арасында құралып, аны төгерегінде чібілле балға басынғанша бір бөлек адам отырады. Құллық еткен бір жаш шыручық ақ көзле түшкен көк хотасына көзі қолларын сүрте, түтін еттіре табақланы келтіріп столға салып, бошалғанын ызына қайтарады. Ола шүйні эшигин ачқаны сайын, аннан бері соқан күйген иіс ұрып, Мұртазыны ауыз суларын келтіреді. Асыры жарық беріп қайырларда жоқты, алай болса да терезе түбінде столда 4 жау чырақ жанадыла. Ала жана келіп көзіне соқан чапқан адамча, ериген жаулары жыламықлача төгерек болып толсала, құйылып чырақтанны түбіне түшіп, чучқурда су тамчы бұзлағанша бұзлап тоқтайдыла. Қошула да бұзлай, жау чырақны төбен жанында ахюл келтіріп, қалаған бұзға ұшаш болғанды. Столны бір жанында бойны көкірегіне дері açылып, тұппұрды етілген капна чачачы түз төппесіне таралып, аузыны екі қиырында екі алтын тіші жылтырай, бір қатын олтырып, күміш тіш бұла тауық багушта бүртік ізлегенче табақны чучқойды. Қаза кетіп гардошпла эт туралғаннан бір етіні кесекчеген тішіні бұрнына чанчып, хамхотына тұтып, иіскеп айтты. Дашаға, незат тұттыры есіңді, незат еті есіңді, бұ қой үйсің кетір деп ненче кер айтқанма. Алай болғалыққа бір айтқаның етер күн амайды. Қарачы мен бетіні қалай ашайым, Костя, аузым әлті тебрегелей қой үйі сұрады да тебрейді. Еренге қараған адам жиырылғанша ернін қиығына жіберіп, қатын дол тұрған қаппашыны бұрнына тішке чаншылған етін тұтты. Кесі қозы етіні тілкем жібере тұрғалай, кебен баш қатынны көліне жетеме деп, Костя, керті да аман иісеті көреме, сені бұ иісті таулада аштан інжілгеніңе біліп, чемоданға ашарық салдырған едім. Ашарық есен келтіртейін ме деп, әке қымыл кетче көз чүгін жандырып қарады. Қой, ұзақ жерге жолаучы болғалла мақаны жаланны да ашайдыла деп кітаплада жазадыла. Бұ қая тешікте көп тұрлық болмабыз. Не інжілік есемді, сені жүрегін қиналмаз үші ашарға күрешейім. Сөзіні арты болғыншы қозы етіні иісінен жиіргенген кебен баш, ашамаздан тана башыны құрытты дегелей табақны арюлап бір жанына түртті. Бір кесек тұрып, сақланған чағырқан кебі қызара аллана келгенінде, екі қолы бұла башына, капнасына ұзала. Даша, мен қиналсам да Костяға ашарма деп сөз бергенме? Ент таманға қозеттен келтір деп қышырды. Сора капна қаларға қазір болған жалқышыча, тишіні қолына алып, қазырланып, табақ келіге шікке қарап тоқтады. Апанас жаралы болғанында, бұстолны жанында хажы қапча башы ағара олтырған адам тауланы башларын түплеріне айландырырма деп келгенді. Ол солдатлары бұла бірге елге түшіп, қанаматын маңа таптырығыз деп елні жарлысыны болғанын құрытып тұрғалы толы иық болады. Тау қойланы етлері иісетеді десе да, қар күнге 2-3 мал кесілмесе, даурбас қаққанша екі аяғын жерге ұрып, айтмағаны қалмайды. Төгерегін айланған адамладан бірі қатында болса, ұрырға аны хамқотын үзіліп тебірейді. Ешік артында сүйеліп тұрған Мұртаз, беймірза жаралы болғалы, аны орнына қалып, қаппашыны айтқаны жеңгел толмаса, аны алтын жүзіклі жүмдұрықларынан хамқоты көп кере қызғанды. Алай болғалыққа кесіні хамқоты қызып, еліні оңызына түбесе, ол да аладан қайтарады. Тейрегілеге айланып, қазалланы чойылланы тұтып, аланы да Мұртазақлаға көтіртіп, алларында правлентава айланса, мелте чырмалған ұллы бычағына бір қолы бұла таянып, бұрныны түбінде жабағыға ұшаш әке ұстыққыны да өрге қайырарға күрешіп, аскер тамада аскерні ауылында барғанша алай барады. Қатылла көп қарғайдыла. Алай болғалыққа Мұртазыны қарыны бектенбек өсіп барған болмаса, бір де қатын қарғышыны құлағына алмайды. Түкірік баш жармаз, налат көз шығармаз деп мұны кебек адамға айта болырла ансы, аман сөз ешткеннен бұл да бір жүнчұрық болыр еді. Бір күнні ішінде Мұртаз бір бөлек түрлі сыфатқа кереді. Бір сыфаты кесіннен тамада оны ұчыны, артықсыз да төбентін келген оны ұчыны, айтқаным жеңіл болмайды деп жүмдұрықлабла хамқотын қыздырса. Етін ұра тұрғалайың арлаққа жаллап қайтып дағда қатыңа келіп, құйрығын бұлғап кесін еркелеткенше, Мұртазыны құлақлары қып-қызыл қызарып хамқоты ачи тұрғалай, кесін ұшырға күрешіп, чест бере тұрады. Екінші сыфаты, не тазір тұтарға шықса, не де жарлы адамға сөйлешсе келеді.
Ол заманда жанында мелте чырмалған бычағын үстінде бичимлеріне сақтиян тегілген темір бетіл чепкені болмаса, бұл Мұртазды да кіші адам танымасча алай болып қалады. Түз чалдышлада жағалашқан кіштікче, миық атлы әке жабағы ұстыққысын өрге чүйіріп, жамчыдан үріккен ажырча бойның қыңғыр етіп, көкірегін үрілген күбітче алына шығарыға көрешіп, қазанға таш атып дүңгірдеткенче алай сөйлешеді. Ары бері озып күн тұрышта аңа өрге тұрмаған қатынын эслесе, ызына қайтып аны керегін бермей қоймайды. Ануа бұлай башлайды. Егечім, жерге чүйленіп қалғанса, арбазың бұла оны чозған заманда өрге қобарға білмеймсе, сен ашықұлны қатыны көреме деп, әрлай қолтығынан қағытланы шығарып оқиды. Туяға чықаға түмен, жасаққа үш түмен, инегіз жерге кіргелікке да деп тізіп тебірейді. Мұртазын озған неслемей башына қан жаудырған қатын ішінен кесі-кесіне, эссізлігіне ұрыша, Мұртазын алдына шығып алай айтады. О, ауруың алайым жүйісқан, мен құруым, сен озғаның еслемегенме жашчықлан атасы бүгін қоштан келгенді да, сізге барып бір көріп, келейім деп қазырлана тұрайым. Сізге барырға қазырлана тұрама деген сөзін ешіткелей, аңа да жашчықлан атасы қоштан келгенді деген сөз қошылып, Мұртазыны көзіне қозы болмаса да, жау бұшлақ көрініп, төгерегіне қолларын жайып, басыңнан қатылыға. Сізін адамға қоша алмай жанымнан тойдым деп, күйеу томырау жарған адамча, кер қызыл қол жаулық бұламаңылайыны терін сүрте, әкі Мұртазақта ызынан бычағы бұтына тие кетеді. Қаппаш оны ұчынында қатына келіп олтыра алмай, ешік артына хансы бір кече сүйеліп тұрған бұ Мұртазды. Бір бөлек чағыр шышада бошалып, түрлі-түрлі табақланы келгені де тоқтағаларында, Қаппаш қабырға жарылғанша көзчүклері ташайып олтырған шындегінен чықырдата өрге қобып, Мұртазыны түз аллына барып айтты. Мені кім болғанымы білмейсі? Мен сізні елден улы елденді бұрып, қочқар мүйісче бүккенме деп бармақларын алтын жүзікле жылтырай қолын қыңғыр етіп көргісті. Бачқа кенжече былайған еге сүйеліп тұраса. Қиямытқа болышып, қачып айланған қачқыншыны иш сөзін айтқанын, кімге айтқанын біліп, қайда жашырынғанын табып, солдатланы иіп тұттырып, әкі қолын артына байлап аяқларына бұғыланы зыңғырдатып келтірге керекті. Апанасыны жаралы еттіріп алай құтылырға мұрат етмегіз. Қачқыншы жаштан бұлайда болмаса, мен сізні сыртығыздан қайыш алдырыр ма деп, дұқ бұла чағыр қатышқаны есеткен жұмдырығын Мұртазыны хамқотына тіреді. Сен маңа түлпіче ұшарма, мен сені кебек ұзын құлаға шеклене қылық-қылаға үреті келгенме, сені де үретірік ме? Бұсағаттан не қапар білген әсі де қиямытты маңа чақырып кел, тамбыла мен қачқыншыны әңіш келтмей амалым жоқты, бар енді, деп орынға олтырып, қатыны қыл қобыз соққанға қошылып, қырқа тамақпыла жырлап дебіреді. Прикесек тұрғалай ұлы бычағыны башына жабышқалай Мұртаз бесті саз топрақ кебек болып чабып жетті. Кемесі де ешіклені қадауын салғанды да, кеткенді тартып аша алмайма, арбазда да бір тауышыла шығадыла жүйісқан не тейім деп келгенме деп қолын құлағыны аллына салып, Қаппашыны аллына сырқатты. Қаппаш түзмештеме деп Мұртазға қарап, қатынының қолынан жерге түшкен қыл қобызға қарап өрге қоып, атлағаны сайын ұртлары қалтырай, әке жұмдырығын аллына тұтқалай Мұртазын да аллына қуып, солдатла жатқан үйге барды. Аяқларын қағып, кірчелек су төгілгенше аузына келген аман сөзіні қойып, «Бізні төгерегіміз керет бұла бегіп тұрғалай. Сіз бұлайға керіп тоңғызлача жатып тұрасыз. Бұсағаттан шығып арбазға қарап түрмеде не болғанını қапарым маңға айт» деп солдатланы арасынан шығып алына сүйелген бір оқа чалулы бөркліге бұйрық етті. Сора чұрықларында құрш тоғайлары зыңғырдай тіре-тіре атылап қонақ үйге кіріп кетті. Қойла тұзаққа басынғанша солдатла ешігі сүне басындыла. Ешікні ашалмай терезеден түшіп келіп қарағанларында түрмені әкі мүйшінде әкі жасауайны ауызларына саламбыштықлы төңгереп, түрмені ешігі да кеңге açılıp içi құру, ешікні жанында да бір жасауайны башына қара чепкен шырмалып тұрғанын көрділе. Туарла қызыл құмачқа қараған жәвіркесекні қарап тұрып, жаллыға атқанша керексізге шқоқны атып, өрген ешке чабарға да көрештіле. Алай болғалыққа ізлегелерін тапмазлықларын біліп. Мен жұқу арамда бір тауышлы ешткен едім. Мен керетіні сыңғанын шашпырзат ешткен едім. Алай болғалыққа сан етмей қойған әмдеп бір-біріне қапар айта, ызларына қайттыла. Қалғалача болмай Мұртаз кесі жаңыз Қаппашқа көрінірге қорқып, құйрығы сыңған етші қиямытқа атылып кетті.
Солдатла элде шкога тайланган заманда Канаматтын өгерлери теңлик борчларын биттирип, Канамат бла Байдыматтын элини кыйырына дерчи ашырып, мекемларына чыйылдыла. Кечени кеткенин билдире өзүнөн суу аязура узактан келген суу табышча жаш наратла чайкалып табыш этедиле. Кимнесе де bir көрүнмеген колу тауны артынан тазыны узатканча тауладан бери айырылып ай чыкканында Канамат бла Байдымат бири колун тутуп, учула сүргөн буу бла марал кийикча кыска солуп элини башы улуу дуппурга чыктыла. Солуу алгандан сурада кыйыллык жетип коюп барган эллерине бириги карап калырга, бири катларында сыйпалак ташка олтурдула. Адам аяғы тыңған заман болып, бір-бірде жел келтіріп су тауыш келген болмаса, қабір кешенече 4 жаны тынчеді. Кечеден тұрған үй болур, ширик нарат күйген иісіне аяз келтіреді. Суық сұрап қобарға тебрегелей, айны жарығы бұлытқа кіргенше мұтғыз болып, елге шкокла атылып тазла зыңгырдап, қабырға тешіктен ұрған оғары желче итле улып тебреділе. Алғы бұрын Байдымат аны ызыбла Канамат ызларына айланып көкке қарағанларында қиыры күйгенше айны бір қиыры қаралып тұру еді. Жүреге жүжек күрт тауықтың түбінде қымылдағанша ұрып Байдымат: «Ол мен жарлы, айны желім ауыз тұтқанды қарачы, айны төгерегін сақлаған егерле жұқлағандыла да, бір қиырына шаттыла да қойдыла. Біздің де тазыбыз болса, бұл мейік жерде қағып егерлену ятырға тап болуғыды деп, кесіні түрмеде ұлтырғаны есіне түшіп, керті де желім ауыз тауысады деп қорқып, Канаматқа бек қысылды. Канамат көзін айдан айырмағаллай айтты: «Айны тұтқан керті де желім ауыз есе, ол қиямытқа аз бек ұшамайды. Мен сағатта айны сақлаған егерлені қатында болсам, ала жұқлап айға желім ауызны жібергелер үшін алаға ашқы чүм таяқын жеттірмей қоймаз едім». Тас қағылғанда тоқтап, анда-мында ит ұлған болмаса, айны бір кесегіне деріче жалын ұрғанша қараңы болып, жез таз құм бұла сүртілгенше жарып башлап, алғынша açылып, толы жарығы орнына келді. Суық сұрап, кетерге тебіреп Канамат: «Желім ауыз айна шайды дегелері керті болмазансы, қаралғаны кеткенінде қараңы болмай бияғылай орнына келді де қалды. Бөрі жетіп қойнашаса, анда-мында жары кесеклері қалған болмаса жұғы қалмайды. Не зат бола есі да, ай бұла да бір түрлі зат болады» деп, чепкенini бір етегі бұла Байдыматтың шырмарға күрешіп, ол тұрған ташларынан айырылдыла. Суық иге татыған болыр еді, Байдымат асыры қалтырағаннан айтқан сөзлерінде бөле айтты: «Қайдан біз не білейік, афенділе орызламаға қарасала желім ауыз тұтқанды дейділе. Нейсі де күн ай тұтылса, қараңғы болып қалады деп мен бір бек қорқама». Екісі де бір-біріне қысылып, тауға айланып тебірегенлерінде, аланы ашыққаларын білгенше, көлеккелері аладан алғын атлай, құлақчықтан атлап, чегетіні қиырына ташайдыла. Туар көз кебек түрмені терезесінен күнні жылтілері кереділе. Ала Абдулқадырны алында күзгі мияла сыңғанға тейіп, күн жарақчық қабырғада қалтырай келіп, қоянша ойнайды. Абдулқадыр сақалын түзеткен заманда күзгічікні өрге әңішке тұтса, батнарда таянып тұрған нөгерлеріні көзлеріне күн таяқлы тейіп қаматадылы. Батнарын алында бешеулен таң атқаннан бері олтырып башларын көтірмей карт ойнайдылы. Не заманда қарасаң да, кір қолжалықны ішінде көп жүрген бағыр шайла көрінелі. Бешісі де бір-біріне қошбаш болып, суық кече отқа чөккен адамлача, бір ұллы қазнаны бір-бірінен жашырғанча, бір қоллары бұла картыланы тұтып, бірісі қоллары бұла даланы жабарға күрешіп, қар кім еслетмей нөгеріні картына қарарға күрешеді. Абдулқадырны турасындағы өзі киндигине дер жылтырып, сақалында 3-4 ұзын сары түгі бұла, башыннан әсі желкесіне жанаша, отта бішкен гардош қычынша картузы бұла, картыла тарта тевреселе, қачар қоянша төгерегіне жеңіл қарайды. Картларында қарамашақ тұз көрмегенінде, кір қолжаулықта бағырланы сермерге иілген қатындол тұрған жарығеріні эслеп сермеп бойнынан буып түбіне салды. Ала бірін басынып түгерге болғалай, Абдулқадыр сақалын жараштырғанын қойып, таш үйтіпте зыңгырдап төңгере байланған бағыр шайлана жиды. Түйішкендле бір-біріні қамқотын бұзып, кімні бұрны қанай, кімні көз түбі көгеріп, кир сары чашлары маңлайларына төгіліп, қарылары тобықлары ачыла, тізіліп шайланы кім алғанды деп бір-бірі көзлеріне қарадыла.
Алай болғалыққа Абдулқадыр бағыр шайланы жан хұржынына жейіп, кесін жұқта көрмегенше етіп, күзгі сыңған чықла қадалып, сақал. Жарығырын шарамады сары қаралдым мұкут тішлерін көргісте, көгермеген сау көзіндігерлеріне айландырып, Абдулқадырны сыртын көргісте қысты. Аны эслеп сақалында 3-4 сары түгі болған қысыла келіп, Абдулқадырны қабырғасынан тұтып, «Эй, басурман, ачқаны бер!» деп қорқмай аны қатына барғанына кесі-кесіне сейірсініп, Абдулқадыр ызына айлаңыншы ызына атылап тебіреді. Ашықмай түрмеде өстірген қара сақалын сылай, арба тоқыча көкірегін алдына шығарып, сорды. «Меннен ачқы ізлеген кімді?» Инничке таплы маңылайын жиырып, жамчыла кебек әңішке салынған қашларын түйіп, құтырған туарча көзлерін жандырып қарағанында, ачқы ізлегелерінде ұнытып бешісі де барып, яғы батынарыны аллына жарашып, коңына да түрмеден шықсала ұрлары қачқаларын салып, түйішкен заманда чачылған қиырлары кемірілген картыланы жиып, бияғы ойынны башладыла. Абдулқадыр кесін жараштырып, ескич көлегін сарықча башына байлап, сақалын сылай, күзгіге көп қарап тұрып, ешек тамырдан тойып оқуғанша кесі аллына күліп нөгерлерін ілгендірді. Сарықын тешмегелі көзлерін сүзілтіп, картоғы ойнағанланы қатыларына келіп сейір болып, аңға қарап тұрғалланы алларына сүйеліп айтты. «Қарачығыз, мен шиық хұшаймамы?» Қалғалла сейірсініп аузларын açып, жарығерін. «Эким башыңда қанатларың болсала, сапынлаға салынған шиық суратқа бек ұшайса деп күлірге күрешіп, жырық ерінің қиығына жіберді. Көлек башынан шығынып, жараштырылып қысылған сарықы бұзылмасын деп бір қолыбла желкесіре жабышқалай, бір қолыбла да сақалын сылай. Тұтқан ішім терсeye тебіргенде. «Бір кере шиық болып көрмесін болық түлді» деп кетче заманында оқыған Құран аятланы башын екі жанына көзі атып, қычырып оқып тебіреді. Оқуны қызығына кіріп тұрғалай, жасауай түрме ешіктің тешігінен жаңыз көзін қаратып, «Мұнда туарча қычырма межгітте тұрмайса» деп қычырды. Айтқаны ейді белгілі етері чүңе, қараған тешігінен сүңгіні қиырында көргістіп кетті. «Көремсіз, алалла, мені кебек амаллық сүйеклеріне сіңген бір адам шиық болырға тебіресе де қоймайдыла, ха-ха» деп қарнынан тұтып күліп, батынарға аунады. Абдулқадыр амаллық етіп түрмеге түшіп тұрғалы, 3 жыл таусылып 4-ші жылы толып, башына бош болырға да ай жарымы қалғанды. Ақыл балып болып 20-15 жылға кергенше, har бір түрлі амаллықны етіп көргенде, қоншысыны бұзауын ұрлап кескеннен башлап, адам өлтіргенге дере ол етмеген амаллық қалмағанды. Башына бош болырны аллыбла көп сағыш етіп, ұрлағанны тапсыз болғанын танығанды. Ұрларға кесіңе қинап кеше күн жұқың бөліні байланаға керек болады. Малыны иесі қолына түшсене, аямайын құндыз леуіңе де береді. Танымаған, сенен қайыр көрмеген бір онаучыны қолына түшсең, кесілір қойны көзіңе атқанша түрмеге атып қояды. Бұзатланы барысында сүзіп, ұрлағаннан есе шиық болған, тынш болғанын біліп, түрмеден шыққанны аллы бұла, кесін шиық беттен жараштырғаны аны үшін болғанды. Түрмеден шығып шиық болып тебіресе, қалай етерін, кесін қалай жүрі түріне сағыш етіп, eski kölekten çırmalgan sarıqında başından teşirge unutup, şıyıq bolup jaşil abası bula çımmağaq dariden sarıqı bula, el tögeregine basınıp, altın açqa qalay quyulluğu közüne körünüp, ışarğallay çuplap qaldı. Lokum tuzunu kartlanı tübünde kesine tartqanını körgenme dep jarıq erinni qıçırığına uyanganında, saqalında 3-4 sarı tügü bolgan sırtı aylanıp olturup, қолында krest patçağı Abdulqadırға qarap turuydu. Suratını salınganын жаратып, esine keldi. Köp qalmay meni betim saqalım da аңмушайды. An üstüne ақ sarxımla jaşil aban bolsa, bir de qalmayın tamam şıyıq bolurga bolluqma dep, quangandan eki қолым bir-birine ışıp qıçırdı. Ey, siz aman bitli gudula. Kart oynağanını qoyuğuz da, men sizden ayrılırga köp qalmağanda turuğuz. Har kim etken amallıqlarınızın üstünden bir xapar aytığız dep, qobup, ayağı bula urup қолларынан kartlarını çartlattı. Jırığerin qayırılırga da bir tebiredi, alay bolğallıqqa Abdulqadır'ны eki qaşını ortası duğur tüyle tebirgenini eslep, ışarama dep yağı ernen qıyıq etip, jau orındıların ura qalğanladan alğa qatına olturdu. Батнарда олтурурга орун табылмай, аллына таш үй түбүнө олтурган сакалында 3-4 узун сары түгү болганына, аягыны бурну була көлеги жылтырган жерге карны ачылганына уруп, сен башла деп буйрук берди.
Калгаладан болушлук излегенче нөгерлерине маңлайы була карап, киши аны жанынан сөз кошмаганында желкесин кашый, амалсыздан хапарын башлады. Мени амаллыкларымда лайсызын сейирсиндирир жазат жокту. Алай болса да, бу көзүдө түрмөгө түшкөнүм үстүнөн хабар айтайын. Хапчыклы урлап түрмөгө түштүм да, азабымды чегип чыккалай кесиме урламазга сөз бердим. Элимде да барып бир бай түкенчиге жалга жараштым. Жалга кирген заманда сөзүбүз алай болду. Мен хапчык ташырга, атларына карарга, ол да айына карныма карагандан sonra 2 сом берирге деп, түкөннүн ичинде экибиз да бегим еттик. Айым жеткелей 2 сомну да картанамы колуна берип, ач жалаңач болсам да төзөргө күрөшүп талай заманна турдум. Bir gün tükenge 5 arba bula maşokla keltirdili. Tükenni iyesi artık kapegim qoraydı dep manga buluşurga başka adamını tutmay, üstüme örge turup, jengil bol derge kalganında, 3 maşokun da bir-biri üstüne salıp götürüp baskıştan çıkıp bargallayma, etegimi жылтырганына abınıp, jığıldım da kabırga iyelerimi sındırdım. Meni maşokla üstümü basıp qobalmay turgallay, tükenni iyesi jengil qopmaysa dep şuruğunu burnu bulakam qotum urup, jarım ay jalımı da bermey, qısta biydi. Qartanam çaprakla sala, qabırgamı sağ ötkeninde, dağı da jalga jaraşır murat bula, men tögeregime qaradım. Alay bolganlıqqa tükençi meni üstümden osal xapar jaygan edi da, ol tögerekte kişi jalga alırga unamadı. Qobu bayağı üstüne mingenimde, tolu bir ayını iş izle baylandım. Alay bolganlıqqa atım amanga aytılgan edi da, kişi jalga jaraştırırga unamadı. Ertemle qobub ketsem ızıma qaytı baştan öle turgan anamı köreme dep qorqu büyükü qaytmağallarim da bolu edi. Qayda bolsa da çaldış janında keçi qala bir bölük gününü aylandım. Birin yerde meni qıstagan tükençini tükönüne köp adam basınıp turgalay qısıla bardım da, adamların içine katışıp, köz baylap, mamuk çırmalgan jөгelleni artına qısıldım da kaldım. Adam eslemesin dep tılpığımı çıkarmazgala küreştip turdum, satuğa kelgen adamla çaçılıp, tükön etilgençe, ol halda turdum. Tükönün içinde qalaydan izat bolganын bilgenimin sebebinden, uaq türtüle barıp qarangıda açığa jıyılgan kübürçekni içinde açıqanı koynuma qotardım. Endi ol köpten beri közüm qarap turgan halvadan bir ayavsız aşap toyayım dep, tapqadan tutup aratlayma degelley, tapqanı qıyırı ıçqınıp bir qavımı da manga tiye, miyala sautla zıngırdap jerge quyuldıla. Junçup qalay eterge bilmey süyelip turgallayma, eşik açıldı da, қолында лампасы була, көкірегінде базық алтын сынжырлары жылтырай, полицейский нөгерлері була, түкенші да үсіме керді да қалды. Түкенні иесіне алтын жүзіклері була семіз жұмдырығы бүгінше көзімнен кетмейді. Андан sonra ne болған esimde bilmeymi. Az köp zaman ketken ese de uyanıp qarağanımda, bolganım qam bolup malaydol mүйіште eşikке çıqqan jıkkırını qatında bauırlanıp turayım, dep xaparın boşap, boynum bir janına salıp, jıkkır turgan mүйішке közlerin çırağıydı. Abdulkadir xaparını alından артына dere ağız aça esney turup, başı kesini sağışına ketip, xaparın toxtağanın eslemey, Saqalında 3-4 uzun sarı tügü bolğanға aylanıp, seni xaparың da japыңа köre bolğanın qarağallay da tanıgan em dep, qobarga tebredi. Alay bolğanlıqqa jarıq erin buxını qara saqallı, net kumadan bolğanın köpten beri bilirge izlep turup, bugün tap düşkeninde eteginden tartıp qoymay tilep olturtup. Sen başına boş bolurga da köp qalmağandı. Bir ay jarımdan bizden ayrılıp keterikse, seni qallay adam boğanını bilirge bek süyedik. Sen amallık etkelleringden bizge de bir xapar aytsaң dep, ağzına qarap toxtadı. Ne zamanda da Abdulkadir amallık etkelerinden kişiye xapar aytırga öştüledi. Alay bolsa da bir bölük жылны birgesini jaşagan adamla tilegellerinde aytmay bolmadı. Ayağına çıganak kirgençe jıyırılıp, xaparın başladı. Unutmagan esem 15 adamны tonoğun alğanma. Үй тонағанымы санын esime düşürallık da tüyülme. Amallık ete turgallay tutulup bir bölük jolda qırgılganmı? Аны маңа sormasağız da mаңлайымда taplarım aytıp turalla. Men bu şaharga kelgelli 6 жыл bola edi. Har keçesine urlap tonoğu alıp turayım. Alay bolgalıqqa şaharın tamadası bula 2 jaşaganımı sebebinden, amallık etkenimi körgen onovçu da körmegen kibi getip koygan bolmasa, qatılma edi. Айтқанымча 6 жылны тапқаным урлағанымы шахарын тамадасы бұла 2 теңетіп, сүйгенімча içip başımı tutup тұрдым. Bu игіліклені барысына да үсіне шахар тамаданы қатыны менсіз жашап болмайды.
Чағыр бөшке кебек, туар бүреклече уыртлары женге, кесін дух есеттіріп мені табата біресе, Сарубек келгенше көрейім. Алай болғалыққа этні қатері бұла шорпасын іште келлей, әріні маңға жараған үшін төзіп тұрдым. Башқа жерге кетерге да бұлайыча жылы жерчік табалық түйіледім. Хұржыным қалым болғалай, мен шына жайылмай амалым болмаучан еді. Қатына мен ешікке шығыққалай, уғайланған етші қалайға барады деп зымнан қарағалайланы еді. Алай болғалыққа ол ташмақача жайрала тұрғынчу, мен қоян соғынча ғатеп, ызымы ажаштырып талай жылыны алдап тұрдым. Бір кеше бір үйден күміш алтын сауытла ұрлап келіп, фатарымда кесім сүйген бір қара қашыпға да башымы салып тыншайып тұрғалай. Ешкіні ғырт деп açып шахар тамаданы қатыны сүбізге керетті қалады. Bir kesекni közleri tögerek aylana qarab turib, tuya qusqancha beti bizga tükürüp chiqib ketdi. Bu bechkeden bir zaran jetmegiydi deb жүрегім qo'rqdi. Alay bo'lganlikqa ne qurg'anda bir talay жылны meni qo'l qiyinimni ko'rib, chuga terik bo'lmaz deb qayg'ısızroq bo'lib chiqladim. Ertemla xamxotuma bir sovuq zat tiyib uyanib qaraganimda, bir jez tüymeli üstüme örge suyulib, girohni burnun xamxotuma tirep turur edi. Et üçümçese kirip qo'yib xamxotuna berip çıgayım deb qarağanımda, jez tüymeliyle törtөвлен de bolup, ekisi tintiwil ede, ekisi de qaraqaşını kiyinirge qoymay ortaga alıp, tünene men savgaga bergen altın buğullukni қолымнан sıdıra tura elli. Күчтө марда жоqtu. Men ornumda kimde net allık edi. Politseyskilene allarında başımı engişke tutqallay, артымнан тобук jete kelip, mabı türmege kirdim. Ол күннен бері бір бөлек жылны сізні біла тұрама, ма алайды іштеп, қапарым бошап, жарығерімні сыртынан қағып қопты. Қапарымы тура аламат жерін ұнтып барама. Маңға сүт етілген заманда бір қарт прокурор түкіріклерін чачып маңға дау айтқан заманда шахар тамада бұла аны қатыны ем алда олтырып, бір-бірлерінен ізатлесе шыбырда еділі. Қатын мен ұрлап берген алтын көздіріклені көзіне тартып, маңға жіті қара еді. Сермеп башына сарық еткен eski көлегін жерге ұрып, Абылқадыр көзлері жана қышырды. Алада ұят жоқты. Енді мен де кесімі шиық етіп, ақыллы ұятсыз болырға керек ме? Деп жерге ұрған көлегін өрге алып, ызына қарағанында, жасауай ешікні açып, қолы бұла ешікке жүрген жыққырны көргізіп, өрге сүйеліп тұры еді. Көптен бері жаңғыр болмай, күн бетте үйлені башлары замансыз сарғалып тебіргенділі. Көк тау көллече көгеріп тұрған болмаса, көз жеткен жерде бір бұлыт көрінмейді. Эшік алында күннен қачып жатма түбіне кірген ешекні чибілі үсіне басынып тыгалас еттірелі. Тоқтамай құйрығы бұла жеткен жерден сілкіп құстарға күрешеді. Алай болғалыққа сыртынан ұчып келіп қарын түбіне қонып басын сала, чибілені тоқтамағаларына сейірсінгенше башын сілке, амалсыз болса екі аяғы бұла жеріні көзу қағады. Bir батқан таз бұла, eski жуылған кір суыны арбазға төгіп, Мөлахан сен не заманда да алайса деп кесі бұла сөйлеше, жеңіл оғына ызына үйге кірді. От жағада Темұрқа бір мырышқы ағашыны аяқ етемеді бічін қаза, тауланда аны оң жанында олтырып, бічағын қара білеуге білей, Темұрқа башын өрге көтіріп тауланға айланып айтты. Сен де бізні кебек бір жарлыса, кесіңде ұзақ адамымыз түлсе сау қалғын бізге бір түзі онау ет. Бұ қатын үйі бізге кіржылығыбыз болмағалай Ибрахим елді айлансында қаулы босын дейді. Мен сен ана фенді қадет аллығың жоқты, кімге болса да бір адамға жараштырайық та малға жарашсын дейме. Eski жүні шымланы құрырға жая Мөлаханны беті қызарып айтты. Мен үйімде бір жаңыз балам қалғанды да, өлсем де күрешірік ме, аны біреуіні қолына атып, жашлай чындықтырық түлме. Сіз же алғайлан өмірігіз кетіп барады, аннан келген қайырны мен көрмеген ме. Оқыса ол да қалғаллача суыққа ашыға қалмай башын көпті. Ешткен ме, сені ақылыңа қалғанда қызса бейіне қачқынша етіп тұраса деп Темұрға керді көлі бұла қызара тәбіргенінде, Мөлахан кіші адам тұрғалай үйде дауыр етмейік деп, кесін жараштырырға күрешіп тоқтады. Темұрға қатынны қорқытқанын танығанында тауланға айланып айтты. Ма сен да бізге насыпқа келгенше келгенсе. Адам тапмасаң бөрке қашыпла кеңеш деп сөз барды. Ана айтқаным сен де жүрген, көрген адамса, оны обла болышырса деп көліме келеді. Кесін бір бөлек күннен бері сағыш етіп тапқаным олды. Ибрахимні тамбыладан оздырмай сені қатыш жұммақлыға жалға жіберіп, кесімді қартылығымда ташчыға жарашырға мұрат етеме. Қалай көресе, сен де көліңе келгеніне айт деп тауланнан оны ұзды. Игілік айтайым, санау тоқтаған мен бір қарт сізден егенем айтырық ма?
Алай болса да Мөлахан үйні тамадасы айтқан болса еп olur. Жашны елде тұтып қаулы еткеннен не файда барды. Қалай алай болса да мал қиырында болса, башын кечіндірер деп, көзлерін сүртерге жүріткен бір ескі пысқұлыны қаза кетіп жан құржынынан шығарып, кесі аллына көзінен бұрнына сырты бұла төндереп келген жыламықны сүртті. Elini құтырғанына жылқы көзетете, боран күйдіріп екі көзім аурулы болғанды да, жыламық құйылат та тұрат деп, ескі бұсқылыны жараштырып, чырмап, бияғы құржынына салды. Да таулан жашчықны саңға манат етеме, тұрған жеріңде көз құлақ бола тұр, мен бүгін ташчыға барып ішке жарашырға тәбіргенме. Адам ортасы болғыншы бұсырман байлаға құлландым, енді жашағанымнан көпмі жашарықма. Яуырланы байлайырында бір сынайым деп, Найтырақты әндуа деп Мөлаханға қыңыр қарай, эшек жауырлықны сүйрей үйден шықты. Ол эшікке шығып тауламла Мөлахан кесі қалғанында тілеп жыламсырай айтты. Өлгенің қалғаның бұла, сені қартылғың бұла тілейме, ол жаңыз сабие кесіңі балаңа қарағанша қара. Жашчықны атасы ерішкенде де тоқтамайдансы жұмма қыланы мен білмеймеме. Аланы қолларына сабиін берген жыланны алғына мақан атқан кебікті. Мауруың алайым, кесі ташчыды ішлейме деп орыс қолына кетеді. Бір сабиім қалған еді де анда қолымнан дүмп етіп барады. Сағы шет кесің мен жарлы қатын қалай жашайым, қайыр обаға кетейім деп, тауланы алдын алып жыларға болып тұрғалай, Темірқа тауланы қатынына сау қалдерге тартынып, эшіктің турасына келіп қычырды. Таулан әрттен қошқа шығарықты. Алы еті тұрмада жашчықны керектесіне қара, мен де көп тұрмай келдік ме деп, чымыртабла эшекні ұрып арбаздан шықты. Эрте тауықла арбазға жаңы жайылған заманда таулан келгенінде Мөлахан от тамызып какчық бұлғай Ибрахим түгел киініп бошамай сол чабырыны бауын қыса тұр еді. Темірқалан ешіклерінен иілмей кірерге болмайды. Алай болғалыққа тауланны қаудан қойла жылқы көзетле иілтіп бошаған еділі да келгеніче үйге кіріп үйгізге игілік деп как чойыңа да көз жеттіре олтырды. Тулан, қарт қобып келгенінде де сен чабыр бау қыса тұра көреме? Ей заман, мен сені кебек заманымда бағатыр талаға екі кере таянып келгенлігіме арымай, дағы да үйден жұмыш болса ане тиедім, деп қарт болғаным бүгін көргенше, күрек кебек ақ сақалын сылады. Ибрахим чабыр тізген қолларын от жағаны қиырына жуып айтты. Бұжыл кешке қалғанма, жата тұрып чабырларымы тізмей жатқан едімді таң атқалы алаға күрешемі шығамма. Қорқма таулан. Сені разетерді бір күн шығар есі оа деп, шындеген тауланны қатына тартып, су қошылған айрамбыла какка жарашты. Ала шаған заманда Мөлахан етегі бұла көзлерін сүрте, Ибрахимні киімлерін бір-бір жия, машокка сала, жаяғына қысы еді. Анасы қалған жаңыз баласын қойнына қысып, жыламықтан башын жібітіп тегалас еткенін көргенінде, кағы қалғанына көзі қараса да, таулан тұрып, таяғын алып ешікке шығайтты. Сен қайнайса жаш адам, қарап-қарағыншы мені жетерсе деп, таяғын беліне көнделен салып, қош азық жүкленген эшекні табаны бұла түрте, арбаздан шығып кетті. Күнні көзі чегеттен шығарға жолаушыла эшеклеріні жүгін алып көк талада тоқтадыла. Кірдікка олтырып, чабыр жаңырта тұрғалай, тауланны көзлерін қамата күн шебіллені қозғай тейді. Чабырларыны чықларын тізгенінде қоймай, күн шыққанға айланып айтты: «Ассалам алейкум». Ибрахим таулан кімге салам бергенін төгерейіне қарап көрмей сұрды. «Таулан кімге салам бердің? Қараймада адам көрмейме?» «Жегет жаш, күн шыққанға салам береме. Бір қауым аман адамға салам бергеннен есе, күнге салам берген көп дегеді. Ол болмаса біздің не жашауыз болуға еді. Күнні игілеген күн аман жұмчытып сүру бұла қалмасаң, білмессе». Таулан чабыр тізгенінде тоқтатып, жаш нөгеріні сейірсініп аңға тыңлаған әнеслеп, қапарын башлады. «Не жыл болғанын білмейме? Бір жаймен сені атаң тұрған қиямытта қойчиым. Бүгін кебегесімде де кече қойланы жанында жатып тұрғалайма, қойла қаман үркерге қалалла. Жамчы түбінен шығып қарағанымда, көк алай күшлі жашына еді, бір кесек заманны төгерегім күндізше болып тұрды. Ал еді бір кесек тұрғалай мені тауны башынан айырылып, бір қара бұлыт тәбіреді, кесі түгел жеткенше, бұғудан шықынған етче аллай бір жел қопты, қошта болғанны қапа сапы етіп, не қадарды қалас еттімесе де қойланы тия алмай, башымнан да челек бұла құйғанша жаңыр құя, бір өзеңге құйылдық. Сорасаңа болушылық өтерге сені бір кеңе адам жоқ меді деп Ибрахим сорды.
Да не адам боллуг эди. Кыямат келтирип атып кеткен эди, сенден кичирээк бир жаш чыкмы. Жел алай копхананда аузунан сүтү төгүлө болсаби, мага не каруу эт аллык эди. Ана айтканым сер болгонмо да калганма, калайда токтогон эдим деп сорду. Жел катыш жаңгыр сүрүп койлабла өзөңгө куюлдук деп алайда токтоганса деп Ибрахим сагыш этип болушту. Керти айтаса жашаулуу бол. Алай өзөңгө куюлгалай, түбү түшүп калганча жаңгыр алай улуу куюлду, койланы тыярга бир мадар болмай, ала да, мен да жаллыдан корк да туайла да бар, өзөннөн таусулуп таң атарга бир ачык талага чыктым. Үсүмдө бир халы калмай жибиген эди. Таң аласына кесим да сууктан калтырап, от этерге мадарым болмагалай, мамукча жерге жыгылып бир тубан келди. Не тергедим? Ач да суук да болгон эдим. Бирөөнүн мүлкүн атып кетерге не мадарың бар эди? Алай була 3 күннү талада койланы төгергене айлана турдум. Оңсуз болуп таң аласына башымы таякка салып калкыдым. Бир заманда кой макырганга уянып караганымда, койланы жартысы да сыртлары түтүллей жайылып, тубан да чачылып, күн тийип тура эди. Көрөмсе жигит жаш, күннүн эле бир хайыры барды. Күн алай тиймейин, күн аман узайса мен не тергедим, деп Ибрахимдин жооп издегенче карады. Алай болганлыкка ол сыртынан түшүп бөркүн көлекке этип көккө карап туруп эди. Эшек бир жанына жаллап, сыртынан ауыр жүгү кетип, солуп, куйругу була үстүнөн чибиллени кыстай, ашыгып жити тау кырдыкны отлай эди. Таулан эрттен азыкка жолдан сорогуп, эски жамаулуу капчыктан кыйры күйген каткан нартүк кырчынны ала турганлай, Ибрахим көккө колун узатып айтты. Таулан, ол мазаллы кушну көрөмсү? Биз булайга келгелли узак кетмей төгөрөккө айланады. Барып кая башына конуп, андан учуп нарат терекке конуп, энди ашыкмай жамчы кибик канатларын силкип төгөрөккө айлана турады. Мен бу сагатта аны кибик болсам, дүйнөнүн мүлкүнөн бек сүйөр эдим. Кайдады куш дегениң, мени көзүм жетмейди деп колун маңылайына көлөккө этип карады. Нечик көрмейси, маблайга кара деп Ибрахим колуну сырты була көргүздү. Алай болганлыкка Таулан колтук түбүнөн эски быстырын чыгарып көзлөрүн сүртүп карагынчы, куш тауну башынан ауып ташайды. Көрмейме жигит жаш көзлөрүм азгандыла, абадан куш эсе кайда болсо да мыллык болуп аны ыстымлай болур, деп көз сүрткен эски быстырын койнуна сала айтты. Кайнайды куш, карай кетсе бир мыллык табар да ашар, сени була менин мыллык табарыбыз да жокту. Ма жолда өз тутарга игеди, мени тишлеримден кайыр жокту деп каткан нартүк кырчынны Ибрахимге узатты. Ибрахим куш учкан жанына көзүн жиберип, кыржын жартыны да таш үстүнө салганын эслегенинде Таулан айтты. Жигит жаш, курудан куйрук да игиди, энте иги кесек жолоочу болдукпуз. Куш да кесини кереклисине айланады. Аңа карап турмада, кыржыннан кап, кесиңи желелтмесче эт деп, таштын үстүнөн кыржынны алып Ибрахимге туттурду. Таулан кыржын умурлана, сакалына агызып, түшмей алында калган эки тиши була кыржынны кемире турганлай, эшеге отлаганын коюп, шыкыртка тыңлаган койча кулакларын алдына узатып, төбөн жанынан кулакка чыккан жолго карап токтады. Көп турмагалай тоору ажырны камчы табыш эттирип, алтын хазырлары күндө жылтырай, оң колунда жан сүйегине салып, кулактан жуммакны жашы чыкты. Аттан түшкөн огайсең салам да бермегелей кашын башын түйүп сорду. Кошка бармай булайда сыртыгыздан түшүп нек турасыз? Бөркүн асыра шыккандан кие алмай, токтогон жерлеринен коюп, кыңгырбел карт сыртка жаңы түшкөн карча башы агара атлыны алдына келип айтты. Нетей, хан балам, тиктен ауыр жүгү була чыккан эшекни булайда бир кесек солтурмедик деп токтоганбыз. Бир кесек ауызлан эсек бу сааттан тебирейбиз. Түш да сен да атыңы да бир ауызландыр деп өзөнүнөн тутту. Жуммагулу Турсуну бана табада карамай, ажырны кабыргасынан аягы була түртүп, атыны өшүнү була Тауланны урдура ташайып берип кетти. Ибрахим атлы узайып кеткенче жумдургун кысып ызынан карап турду. Sonra жеңил солуй картын катына келип, "Ол саңалай не кетти?" деп сорду. "Да не билейм, жигит жаш, кайнайды ол, калай этсе да жилиги жауду" деп эшектин жүгүн салып, акырын бир-бирде эшекке табыш эте сырттан аудула. Кеч болуп көз байлана экиси да кошка жуук келгенлеринде, бир бөлөк чырпа түклүү ит бир-бирин озарга көрөшө, өзөнүнү ит үрген табыштан алдырып жеттиле.
Таулан ай яур парилен етесіз деп қолын ұзатқаллай, итле үргеллерін да қойып, құйрықларын ары бері сілкеп, тауланны үсіне секірге күрешіп бек тансықладыла. Көремсе бұтлені, бұла қауымы да күчікле болып мен асырап өстіргенме. Аналары қарт болып сер болған еді да, кечес тауаттан жалап кесін бөрге чаштырып қойды. Мен бұланы көрмегелі көп болмайды, деп төгерегіне басыңнан етлені көзу башларын сылап айтты. Аман адамға келі кетсең бұрныңы қан етер. Арық тоқлыны асырасаң, әрніңі бұрныңы май етер деп аны чайталды. Бүгін маңа жұмма құлын еткенін көрдің мі? Бұ ит кичіклен еткелерін де көресе. Ана айтқаным, жігіт жаш, ала ұрынмаған адамла иттен есі амандыла. Қорқма, итле мені қатымдасаңа чабарық түлділе. Эшекні береті деп, итле да еркелет өслеріне секере, әкісі да қошқа ташайып кеттілі. Күн орта болып, күн қыздырғаннан жаллап, тау кірдікладан тойып қойла әрімей қалған күртлені төгереге жеті жәшіл кірдік жер-жерде жоқпу болып, қысқа солып, күнні таяқларынан башларын жашырырға күрешіп жатадылы. Иссіден төз алмаған қой секіріп қобып, құш жастықша құйрығы қалтырай, чабып барып, күртке меніп, өрге сүйеліп тұрып, дағы да ызына айланып нөгерлеріне қошылып жатады. Бетеу сыртыны ұзымны қарамнан ауып кеткенше, түрлі ханс чаққан жерге омақ созылған күйіз жайылған жады. Бауырыңнан жатып, таудан аяз ұрған заманда қарасаң, күртіні түбінен чықынған кірдік, қыз сәбині башын жел тарағанша чайқалып жашынайды. Күнігі боллық болыр, мені тауны башы ачылып, өмірлік бұзлаға да күн тиіп, біленген қамала жылтырағанша жылтырайдылы. Мені тауны аяғында таулаға шығып тыңласаң, бұғойладан таймай көк күкіреген тауыш келеді. Малла-бұла бұғойлаға жуық келсең, асыры гүрілдегеннен қойла үркіп отларға ұнамайдылы. Күз арасында мені тауны төгерегінде таула жеті кірдікні жашынап тұрғаны анычы болыр. Ибрахим қойларын жая шығып тұппырдан қарап тауланы олтырып тұрғанын көріп, мал көп болсын деп қатына келіп чөкті. Сау бол, жашаулы бол, кел жігіт жаш, жуық бол. Мені малларым асыры көп болып, сыртымы ашарға қалғандыла да, қойла жатқадыларында менді алып бір қарайым деп тешініп чөккенме деп, баш бармақларына түкіріп жерге сүртіп, ем башысын қашый сорды. Қалайды қойшылығың, не десе, қалайса? Жеткелі қойчы болып қалған қиынды. Мен де сені кебек заманымда алғын таяқ атып үркіте, халилеріне күштен түзелген едім. Ибрахим таяғы бұла ташыны қобарып, сары құмырсқаланы төбелері бұла ойнай айтты. Алқым мені таяқ атқанымда жоқты, кеңнен сені қойларыңы алларында барғанын көріп, мен де алы етерге күрешеме. Ой, сіз жашла бүтін қаталысыз, құмырсқа төбені қозғама жаудырасы. Көремсе, қойшы болырға тебіреген есен, ма Хамитча күтші қойланы деп, қабырғада қойланы жайып келген сүрүүчүнү көргізді. Тауыш етелейсең бір көр, бері чақырсан қаурасы бызғыбыла бір-екі соғар еді деп, таулан ескі чепкенін жайып олтырды. Ибрахим тауланны чепкенini қиырына олтырырға да намыс етіп, алай бір жанында ташқа чөгелей сорды. Хамит сыбызғын алай ем соғады. Кімге қалы есе де мен білмейме, ол қатыма чөгіп кесіне еткен күйлені қаура сыбызғыбыла соғып тевресе, көзлерімнен құйылған жыламықла ақ сақалымы жібітеділі. Хамид бұланы еслеп, Ибрахим қычырғыншы да кеңнен шара келіп, салам беріп, сақалын таяғына тіреп, атларында өрге сүйелді. Күн бетте қойчы қойланызынан сызғыра барады. Қойлабыла бір бөлек ечке болса, ечкеле хаман жүрірге тартып, қаяға ташға мініп қалған малланы отларға қоймайдыла. Ечкеле хаман алға барып, қойлада аланызларынан тоқтамазға күрешіп жөппу боладыла. Бір-бірін түрте де бар, ұзақ жолға барып қойчыны жанынан етеділі. Ечкелені қойлаға қошарық түйіледілі. Алай болғалыққа көпірден, судан өткен заманда қой сүруде ечке болмаса, қойла кеслері алчылық етіп барырға ұнамайдыла. Ол себептен қар бір қой сүруде бір бөлек алчылық еткен ечке болады. Сүрүүчү уақ сызғыра, асыралға чапқан малыны ташатада ызыннан тия, одал чапрақлы бір чуңғырға жеткенінде, күн тауладан иге шығып, малыны адамны да арқасын қыздырды. Таулада эрттеңісі суық болып, екінші күн тиіп қыздырса, малыны адамны да жұқысы келіп, жерге бауыр беріп қалқырға бек сүйеді. Қойла жіті ханстана су алып, жер-жерде қара жоп чұқла болып жаттыла.
Койлада бір боз козучук калган маллача жатмай, сүрүүнү кыйырына бара да кырдык чырткан киби кете да койла таба бурулуп, жатып турган анасын теплей алайга калды. Анасыны төгерегине секере айлана турду, дагы да эмчек излеп карнынан түрттү. Алай болганлыкка карт кой тоюп күнгө тыңлап жаткан эди да, баласыны не кадар секирип кабыргасынан түртсө да кобарга унамады. Боз козучук анасынан өпкелегенче секире таш жанына бурулганында койчу бетин күнгө берип хурулдап жуклай эди. Оллу мыллыкчы куш койла өзүнөн тебиргелей, бир жук табар медим деп таш башына конуп көзлөрүн койладан айырмай тура эди. Бир заманда койчу жел табышка уянганында койла үркүп узайып кетип бара тура эле. Жукудан жаңы уянган адам не болганын казына аңгыламай, бир кесек заманны сүрелип да турду. Көзлөрүн уга келип, огар жанында бир улуу көлөккени эследи. Ол көлөккө да бир жанына кетип барганын көрдү. Мен жатканымда көктө булут жок эди. Көлөккө болуп кайдан чыкты деп көлүнө келе өргө караганында бир мазаллуу сары куш козучуктун тырнаклары бо көтүрүп, мийиктен мийикке чыгып бара эди. Койчу кычырыраак этип таягы бла силкерге да күрөштү, алай болганлыкка куш көз карамынан ташайды. Үрккелер да токтап, койла жарашып отлаган заманда боз козучуктун анасы баласын излеп макырып төрт жанына чаба эди. Ары бара да бирини козусун ийскеди, бери келе да төгерекке макырып карай эди. Алай болганлыкка ол алай излеп дыгалас этип айланган заманда мыллыкчы куш кая тешикте боз козучуктун түпкө салып эрттен азык ашай тура эди. Апанас көзлөрүнүн эки жанында эки улуу сары хымиллери була. Жабагы бетли мыйыкларда эңишке айланып, маймылны төшүчө калың түк көкүрөгүндө кашый, орунунан копмагаллай, келип аны босагасын саклап турган Биймырзаны эслеп кесине чакырды. Түнүнө ол маңга алымчы тутмак эткен кызды маңга жолуктур ийсиң, ызыма кайткаллайсаңа бир медаль иймей коймам. Сен булай кадалып куллук эткениңи келип карагаллай тааныганма, не мадар этерге сеңден бул мен айткан зат толмой мадары жокту. Биймырза, мен аны калай толтурайым, мен элдү өлтүрүр эле дейди бир тебиреди. Алай болса да медаль көкүрөгүндө чайкалдыгы көзүнө көрүнүп, сен айтканны 100 хан толтурурма деп апанасынын аллына чес берип, казык урганча сүйөлүп токтады. Мен көргеллей да сени старшина болганыңы билейм. Эндуа ол затка артык да бек инандым. Сен бу затны демеңили толтурсаң, мен сени улуу кубандырырма? Бар энди, ишиңи кайгысында бол, деп ары бери төншүй орундукну чыкырдата лаудан жуурганын үстүнө тартып, Биймырза чыккалай кесе аллына күлүп да береди. Биймырза оңусузлага огурсуз адам болса да, бек кызбай адам эди. Апанаска берген сөзүмө толтурама да, элданы билгелей артыксыз дол канамат каны келлик тишлик этип ашарыкты. Кеси да ол кызны алама деп айланады. Этмей толтурмай коярга жарарга түйүлдү. Аны этмей койсам медаль берген огуйсиң, орнумдан кыстап да жиберликти деп кеси алдына сагыш эте, бети кутуда кетип бара турганлай, аллына кыямыт чыгып сорду. Нете туралла конакылай кетин чайдыламы? Апанас маңган айтады, мени конакбайлыгымы жараттымы? Кайна едиң сен? Ол сени жараткандан да озады. Бүгүн ол мени башыма бек улуу кайгы салганда. Толтурсам медаль берирге да айткан да алай калай толтурурга билмейм. Аңга зарланып кыямытны бети алай түрүлөндү, тап Биймырза картны көлүнө чабып калмагыйды деп корккан огун этти. Сен не заманда да кесиңе деген болмаса, адамга себепни излемейсе, конакбай мен болуп сен медаль аларга жарамас. Кесиңе айгак этип айланмайын, картты бир эскерсең, куллук эткенлери биздин да санасак, патчаха сени эсемен көп куллук эткеме. Алай болса да ол этилик ишини мага бир айтчы, бир эштейм. Да мен да аны айтырга тебиреген эдим. Ол кел булай деди да чакырды, көзүмө карап булай кесине кыскана, тохта. Сен ол кесинени кысыйды. Сен медиң аны конакбай, билсең мен саңа көп игилик эткенме. Энд андан озмай кабыңда турурмун. Дай үйүңө кыямыт, сени бу жеңилдигиң чыртта токтамайды. Хапарым артына дери бир айтма коянсы, маңа кеч болады. Сен ким болган эдиң? Ол сени кесине кысарчы. Сен игиликни билген адам болсаң, сени старшинага салыр үчүн мен бир сүрүү мал жойганмы? Аны унутуп сен булайда мени бетиме карап, мени кесине кысты деп аны мактанып айтмас эдиң.
Ма бу кыямыт буллай адамды патшаха көп жылны кулдук өткенде аңа бир сауга керек эди 100 хан десең саңа не болдуга де. Капарым артына дер жетмей кой, андан sonra кесин көрүрсү деп Биймырза бир кесек кырктырмай болмазлыгын аңлап башлады. Далай чакырды да: "Мени сени була кыямыттан бегишанган адамым жокту. Не этеригесегизда ол түнене алымчы туткан кызны маңга бир жолуктурмай мадарыгыз жокту. Сиз аны толтурсагыз, мен сиздин экигиздин да көкүреклеригизди медалладан жылтыратырма" деп ала айтты. Андан ол сөзүн эшиткеле кыяматка түбөп аны кубандырайым деп келе турганлайым, Аллах бергенче кесиң түбөдүңдө калдың. Ма капарым болду. Незат кыйсыда бек сагыш эте болур эди. Биймырза капарын артын айткан заманда кыямыттын маңгылайы була каш орталары кала жүк сызылача сызылып, камиш гулочун жерге жеңил кага эди. Өзөңгө тубан басып туруп, күн тийип ачылганча, маңгылайынан да кала жүк излары чибин ауча убакка айланып, башын силкип, чырпа бөркүн желкесине атып, мыйыкларына ышара Биймырзаны сыртынан кага. Аллах айтса, иште толтурурбуз, медал да алырбыз. Мен энди да ишке жеткен заманда карт сүйөклерими уатырыкмы? Сен хомух болмай туткан ишиңи каты тут, күн орта намазда түбеширбиз да рахат сүйлөширбиз деп Биймырзаны колун тутуп, жеңил атламла үйүнө айланып кетти. Кыямат үйүнө жеткенче аягына түбүндө чөп сынмай барды. Аны көлүнө алай келди. Аллах берирге тебресек колго толтуруп береди. Энди уламан силегели Биймырза кошулмай калса, медалын да кесим алып калдык эдим. Жашны да апанас кесини катында бир оноого саларга болдук эди. Түнөне кете туруп не керектиң бар деп апанаска кесим сормаганым калай аман иш болду. Алай сорсам бир шексиз ол аны маңа айтмай коймас эди. Арию тутулмай калса да бу ишини билсе, ол Хашкен Канаматтын жүрөги жарылып өлүктү. Билмесе о, болур болгондон sonra карт орусулдан калган кызын алса бедишеттире мен аны күнүн караң эттирирме. Калай алып карасаң да маңга тап болду. Насыплыны ырыскыса арба була келеди. Кыйыллыны ырыскыса алдына келсе бурну канайт деген аны үчүн айтыла болур. Мен ырыскым арба була келеди. Зыккыл каптал Канаматтынуа узаймай мен бурун канын келтирирме деп башында амаллык жорола кайнап тебредиле. Жашка кыямат кесини жашын атын айтмай алай айтады. Ол кызны атасы сагатта болжаулы жеткен эсе да башына бош этме деп бирдемеңгил адамдан кат айттырырга керекти. Апанасыны кубанычына тойуну этилгени бек тап болгонду. Бүгөчө катыллага той этигиз деп эттирип, аны сылтабыла Темурканын кызы Байдиматын бери жийип, апанасыны колуна түшүрүргө керекти. Кишини да коймай ма саңа сауга деп кесим колун бөлтүп беририкме? Карт бөрү козу куйрукту бек сүйүп башайды. Ха-ха-ха, бек кубанмаз апанас чуугум. Медал мени көкүрөгүмдө жылтыраса, мен андан да бек кубанныкмы? Темир суугунчу жазарга керекти дейдиле. Энди кыямат олтуруп турмада хантың алдыңа келген несе заманыңда бурнуң канамасын ишиңет деп кесине акыл сөзлө өрөте, таягын колтукка тыгып, мынчак тарта улуу үйгө кирип кетти. Канамат жарлы үйден чыгып, атасы анасы эртти өлүп кеси башына калып, китчеликтин куру жалга жүргөндөн sonra башка кечинмеги болмой турганда. Элин ичинде кири болгон үйлөн алып карасак, Канамат жалчылык этмеген хазына бай болмас. Ол ыгяб адам болгончу аны кароосузга, жаксызга көрүп, куллук эткен байлары аңа бир копейка ачка бермей, куру карын жалчы этип да тургандыла. Иги аягы сүнөмийине келгенинде жалга деп бирер хурттак хакала тебирген эди. Аны да иги кызарышмаса байла жук бериге унамай тургандыла. Аны башын корулап тебиргенин көрүп, жалга да алмай тебиргендиле. Алай болголукка ишке кылычча демеңгил адам болганын билип, бир бай алмаса да бир бай жалга алып турганды. Бир билек жылына алга кыяматта кой жал чыгарып чыкканында, аны кичи жашы Канаматка жетери хактан бир түмөннү бермей тыйган этти. Аны үстүнөн кырмыр болуп, Канамат жашыны агач сенек била уруп, кой бауну жанына жаттырып кеткен эди. Кыямат бузатын хапар этерге ыйлыгып коймаса, Канамат бүгүн кобанны суун ичмес жерге жоюлдук эди. Байладан таяк көтүрө, хакы ашала, артыклык көрө көбүн жилгенди да Канамат бай адамлага жерде жылаңга караганчалай карайды. Ол анасына ушаган болур, бек чырайлы жашты. Үсүнө амаллыгы болмаса, той оюн болгон жерде андан бек кишиде көзүң токтамайды. Чыммак ак маңгылайы, калам тартылганча узун иничке кара кашлары, бир кесек мыдахыраак тум кара көзлери, сакалы каты кылыгы болганын билдире бир кесек өргө бурулараак.
Жаңы түкленген қарға балача сақалына, миығына қара жұмшақ түгіріп, алдай арю жашты. Өсіп келген жаш төліден аннан күшліме деп қара күчке кіші шықпағанды. Бір-екі жерде тұтуш болғанында жашланы қойланы қырған шақырып кеткенді. Аллай қиыллықта өскелдей, қанаматша жүрегі жұмышақ, қылығы арю бір адамны да болмаз деген шады. Бір оңысызға қиылық жеткенін көрсе, аңа болышлық етмей не қиналлық болса да жаллап кетерге малы жоқты. Қошта тұрған заманында аны қол жетмей бір іш толмайды. Аны қиыны жұмышы бұла қайырланмай кіші қалмайды. Артықсыз да оңысыз қарт, қарусыз жаш. Қанамат Темурқалаға қабырға қоншы жашап, атасы анасы болмай кере шыға, Мөлехан бұла Темурқаны анасын сыйлағанша алай сыйлы көріп тұрады. Алада қаріп жарлы көлі жарық дегелей, Қанаматны кесілеріні екін сәбилеріні бірінен башқа көрмейділі. Артықсыз да Мөлехан үйде бір мажал кіржін етілсе де, Қанаматын шақырып, аңа қаптырмайын тыншылық тапмайды. Күн кече жыл оза, Байдымат та Қанамат та өсі бабадан болғаларында, бір-біріне жіті қарап, бір-бірін көрмеген жерде әргіп тебіреділі. Ала қар кім кесіні үйінде бір-біріні үсінен сағыш еткелі көз қысмай таңаттырып кетейділі. Қанамат Байдыматыны атасына, анасына жүк сағынырға тартынған етейді. Байдымата башына башқа түрлі ақыл келгелей, кесі-кесінен үйалып, құлақлары от кебек қызайділі. Алай болғалыққа сөйлешмегелей бір-бірлерін кемсіз, ала кебек жеткен жаш адамла қалай сүйейселе, алай сүйгелерін екісі де білділі. Мөлехан қызы бұла жашыны бір-бірлеріне термілгелерін еслеп, кесі-кесіне алай айтейді. Атабыз келгелей, алаған екақ етіп қойарға керекті. Байдымат аны қойып қанға биге де барлық түйілді. Алай болғалыққа бұсағатта, әрі қатында болмағанлыққа ол затыны аңға сормайын базларық түйіледі терге. Эки қотыр отта бір-бірін қашыйдыла. Кесім кебік жарлыға берсем еді. Жаш еге жашты, ұрысы бөрісі жоқты, кесі қиыны бұла башын тұтарықты. Мөлехан жүрегі бұлай бішсе де, қызы бұла жашыны арасында болған сүймеклікні алаға бірді еслетмейді. Қыз дегенің мияла табақ кебікті. Біреу оу десе шау болады да қалады. Аннан есе бұлан ішлерін созмай жеңіл етерге керегеді деп, бір-бірде сағыш етейді. Алай болса да баш есі үйде болмағалай, тұрып кесі башына иш етіп та қой алмайды. Темурқа жалдан бұл жалына келмей, үйдегісі инжилігін біліп, Қанамат қолынан келген заттыла керектілеріне болышып тұра еді. Мөлехан бұла Байдымат бірге қалған заманда анасы қызын осмақлап ала айтады. Аллах бірді Қанамат болмаса, біз бейіл ел бедішлігі болуғыд. Сау қалсын, ол кесіні атасына, анасына қарағанша бізге лай қарайды. Бізден қайтмаса да Аллахтан қайтсын деп, көзіні қиыры бұла қызына жіті қарайды. Алай болғанлыққа Байдымат анасының мұратына ішек болып, тішлерін қысып бір-бірде ачтықын шекесіні бұтыннан чимдесе де, бір зат бұла кесін түрлендіріп білдірмей тұрады. Қанаматыны арбазға кіргенін көріп, балата жұғы қоллары бұла Мөлехан Қанаматын аулына барып чақырды. Кел үйге ауруың алайым, Байдымат Ибрахим да үйдеділі. Екі жашарыны суға әлтіп келейдім да нете тұрасыз деп қайтқанма. Темурқа да қалды да кеттім, қиямытын қошына тағып қоймаған әселе білмейме. Алайды балам, арю аналығына қарай соқыр боғанма. Ары төргет толтыр, Байдымат тұтылчығында башын тарай тұрадып сағат келлікті. Қанамат Ибрахимні қойнына ала. Кечегіде баштараған қайғына қолған еге алғанды деп сорды. Дауруың алайым, қиямыт деген бейбі зоры сонолчы қонақларыма той етемеді, қысшықны бір жіберді бегенді да, әкі келетшісін қайтарғанмы, үшіншіге қатыны келіп кеткенді. Қарт башы бұл келгеннен сұра жібермесек бұлайды екінші біздің жашарға қоямды. Бір кесектен Байдымат кесін түзетіп келіп, қаты қысып Қанаматын қолын тұтты. Байдыматны кечегіде тойға барғанын сүймей жүрегі чанышты, алай болғалыққауа аны үсімнен жұғайтырға ұялып, мұдақ болып баш әңішке қарағанын қыз ескеріп, бір-екі чүкереді ақсынды. Мөлехан балата қолларын жуа. Тур Ибрахим олтырып тұрмада Байдыматны қиямытлы ғашыр, ары бері жалламай сақылап тұрып, той бошалғалай зыңғызға қайтып келегіз. Кесін тойда жаңыз қой бойнарға кетсең ештмедім деме, деді. Кеч болғанның себебінен жашчыққа ұшанмай, Қанамат тұрып кесі ашырырға да тевреді. Алай болса да Мөлеханны көлін ары бері жұқ келмесін деп, Байдымат Ибрахимні қолынан тұтып шыққанында, Қанамат от жағыда олтырып башын сағыш басып қалды.
Мөлехан сөзінегер болырға күреші еді. Алай болғалыққа қанаматыны башын қара тубан басып тұрған болмаса, бір сөз қошарға да жүрегі ачық болмады. Сынжырда ұшқуыр етілерге тағылған чойынны суы аз болып, жылау тауыш етерге қалды да, қанаматыны жүрегін аннан да бек қайғылы етті. 5-6 жылнымынан алға қанамат қиямытқа қой жалға кірген күнінен бері, аны көріп болмағанды. Ана тайтылған жерде безгек тұтарын алыбла суық сұрағанша бітеусаллары суық болып, безгекте чақалтырап тұрғанды. Қанамат аннан қорқып қалтырамағанды. Ехетін әдеп бір кітче жануар болады. Ол адамны қатына келеті біргеле адам төзмез бір ес шығарып, аман иесі бұла кішіні қатына қоймайды. Тамам аңға қарағанша, қанамат қиямыт некесін де, бүтеу аны үйірінді алай көргенді. Алай болып тұрғалай таза жүрегі бұла сүйген қызы тұрып, кечегіде ол сүймеген үке кеткенді жүрегі ұлы қиналды. Жүрегіні қиналғаны Мөлеханға білдірмей, қысқа чыпла отын ұшыра тұрырға да көрешті. Алай болғалыққа ол тұрған жерінде тынышлығы, сары чығанаға олтырып тұрған адамның тынышлығына ұша еді. Бірді олтырып чыдай алмағанында, Мөлеханға асырарға берген қара қамасында алып, аны да белі бауына кейдіре, ашқы кечелі бол деп, ат күтерге барған сылтаубыла үйден шығып кетті. Темурқаны арбасынан ара озғалай, Ахмат, Батал, Тоқал, Қасым, Бейнегер, бешті де қанаматын сүйген нөгерлері аллана шықтыла. Қанамат еслемеген кебігеті бозық етерге де мұрат етті, алай бұғалыққа Бейнегер нөгерлерінен бері мұны таба бұрылып, жолын кесіп, алына шыққанында жаллай алмады. Ой алан қайыр жаллап бараса, жүр бізні бұла, тойға барайық, деп Қанаматын тең әдет бұла белінен тұтты. Оғай мен баралық түлме, отында бір бек арғанмада барып бір таянмасам аяғым үстінде тұра алмайма. Қалғалы да қошылып Қасым айтты. Тейрі нейсі де башқа қайғың болыр мансы, мен сені танығалы сені арып көрмеген ме? Тейрі барып таянғаннан сұра бір қайғым да жоқты. Да, не дейік, келсең Аллахла разыбыз. Арыған есең де, не дейік, бар да таян. Ерттен бұлаға сау шықсаң, төбешір біз деп Қанаматтан айырылып кеттілі. Ары юз айғаннан сұра Ахмат. Нейсі де Қанаматтың ауазын қолай көрмедім. Аурумағы еді қайырсыз деп нөгерлеріні қарады. Қиямытланы арбазларына туғыра болғандыларында Тоқал айтты. Қанаматыны үйдегесі болып та қарар адамы жоқты. Тойдан шыққалай барып көрірге керекті. Кім білсін бір жүк керекілсі болса ва, бірі біз аны бұла бүге шақалмай болық түйілді. Ол айтқанға кішіні оғай дегені болмай, Қиямытланы ұлы үйге жетіп, той қызу бара тұрғалай керіп, қошылып босағыдан оғына қар сұра тәбіреділі. Тойда адамлана лындан жаллата келіп, қатынын әслегенінде, Жантемір қызы бері кел деп, Қиямыт қатынын бір жанына алып ташатын айтты. Тұрма ол сілегелі бір мәрза келіп қалғыншы қонақлыға ашарық әлкен сылтаула байдыматын отауға жібермен анда болдықма деп бір жанына жаллап тәбіргелей, түз алыннан беймірза шықты. Қиямытыны алыннан Сарыөбек шықса да аллай бір тартынлық болмаз еді. Беймірзаға түбеп аннан артына тұрақлағанша. Алай болса да қысқа түбегеннен сұра жаллап кетерге қаруы болмай тоқтады. Стражникліге бүтеу тарттырғанма да ала қырылғандыла. Мыртазақладан да эшік үстінде бірінен қалғаланы үйлеріне бошлағанма, әнде Қиямыт ұшаты есің башла заман болғанды. Тартылсын сен сілегейліні эшігін адамнызынан қойғаман башы жабышқанша тағылып айланы есіңде бічіннен дүнияны аманын құя. Келекел қазір болған есің, деп екісі де бір-бірізінен отауға кеттілі. Жантемір қызы Ибрахимні егечінен айыры алмағанын еслеп, бар үйізге байдыматын мен кесім ашырырма деп бір-екі жолда лоқым жарты беріп, айру айтып та күрешті. Алай болғалыққа жашчық лоқымын алған заманда кетейім дейеді да, кеткені етмейді. Белек ағашыны артына жашырынып тұрып, лоқымны бошағылайдағы шығып келіп сүйеліп қалы еді. Бұл бұғала тиерге ары қорамайды деп Жантемір қызы қарға еді. Алай болғалыққа Ибрахимні бөрі балачықша қарап тұрған болмаса, чырт та кетер ақылы жоқ еді. Жашчықны үйлеріне ашыра алмай немадарында тауысып тоқтағанында түр өмірін қысқа болдық деді да, жашчыққа бір-екі ерші қарады да, сан әтмеген кебегетті да қойды. Жантемір қызы семіз бегеженше, екі жанына аунай, башында да тап қаланмаған гапнача қара чоқыла, түлкүче ұзын сары атышлеріні шарта, қызланы аллы бұла келіп, байдыматыны білегінен тартып чақырып айтты. Қызым, харким жұмыш еткелі, бірер сылтау бұла чачылғандылда кеткенділі кесімі, қарзатқа қолым жетмейді, қарт болғанма, айхай алғын замалларым болғы еді.
Мені қонақлыдан безішлік етмеді. Аланы ашларына, суларына қарарға маңға бір болыш. Қалған қызлада бардыла, алай боғалқа сені кес адамыма көріп чақырама. Мен баста түбіне кетмесін қарай тұрайым, сенеге баламчы, ол үйге тепсін отуға қонақлыға елтті кесі біздің үйлі адамымызчы аланы керектілеріне бір қара. Байдымат анасынан еркеліксіз жұмышқа қатышырға да тартынды. Алай болса да қарт қатынын қатерсіз етмейім деп білеклерін өргетіп, қант тепсіні отуға көтіріп кетті. Ибрахим анеслеп маскечикче ызынан чапты. Байдымат отоуда қалды. Ибрахим нуа қиямыт, бар тойға қара сені ұлыланы ішіне керіп нетесе, деп отоудан түртіп шығарып, эшік үстінде тұрған Мұртазақтың құлағына: «Бер адам жіберме, сен адамыча игі сақласаң мен тамбыла сені қуандырырма» деп шыбырдап, эшікні қаты етті. Қанамат үйіне келіп, елден шығып күтерге атына жер салып баудан шығарды. Алай боғалыққа бір зат етегінен тартқанша жүрегі Байдыматқа қош болмай, атыны жерін де алып ызына қайтарып, жеңіл атылап тойға келіп, жашыртын эшік үстінен қарап, қызланы ішінде Байдыматыны көрмеді. Жүрегі асыры ұрғаннан қычырып кесімін білдіреме деп қорқып артына тұрып ызына қарағанында Ибрахим жыламсырап етегінен тартып айлана еді. Жашчықнылай көргелі жүрегі ат шабарын алдында қалтырағанша алай қалтырады, алай болса да тішлерін ауырғын шедері қысып жашчықның қойнына алып бір жанына жаллап сұрды. Қайдады Байдымат, нек жылайса? Байдымат отуға кеткенді. Мен аннан қиямыт қоймай қыста бейгені деп Ибрахим жыламсырай хабар айтты. Кім барды отуда? Улымыйық базы қорыслу, беймірза дағы да қиямыт. Жашчығылай айтқалай қиямыт деген қарт етінен ұлы зорлық өтерге тәбіргенін білді. Жүрегі асыры қиналып сағыш еткеннен жашчықны қолынан ұчқындырып, ол топ деп жерге тұлықша түшті. Қанаматыны екі көзі отуға аралып, екі атылағылай ешікке жетті. Бір заманда кесін ескеріп қарағанында, бұсығыға сүйеліп тұрған Мұртазағы ішке шкогын көнделен салып тұру еді. Мұртазақ адам келгенін көріп, бері керерге мадар жоқты деп бір қолыбла Қанаматыны көкірегінен түртті. Қанамат аңа жуап еткенше отодан бір дығырдаған, боғырда қырылдаған тауышла құлағына келіп, бір ұрғалай Мұртазақны үй жанына қырып, ұрып ешікні чүйін қобарып ішіне кірді. Керіп төгерегіне қарағалай, Байдыматыны жаулығы имбашларына түшіп, чачы тозырап, жылап екі көзі да тұлық көбіп, мүйішке қысылып тұрғанын көрді. Аналында да беймірза бұла қиямыт сүйеліп, біріні қолында чағыр стаканы, біріні уычында алтын ачқалары бұла апанаста орындық құлағына таянып тұры еді. Қанамат алай кергелей, кіші тұрған жерінен қымылдамай, не сөз айтқаны болмай, бір кесек тұрғалай, қытшырық етіп Байдымат кесін Қанаматтың үстіне атты. Байдыматтың үстінен аратып, қамасына ұзалғанын ескерді, аннан sonra не зат болғанын Байдыматтың қолынан тұтып, ешік хауаға шыққыншы бір зат да білмегенді. Байдыматтың көкірегіне қаты қысып, мен таулаға қонаққа барайым, деп, аны үйлеріне жеттіріп, қарамнан ташайып кетті. Ертеңла күн тегенше мейік тауланы біріне мініп қарасаң, күн шыққан жаңы бұрын сарғала, анызынан қызған темір кебі қызарып, бағыр тазыны жартысыша күнні жартысы көрінеді. Төбен жаныңа қарасаң, чегет жапқан жерле көзіңе аскер таянып келгенше көрінеділі. Құлақладан өзелледен тау сула, бүгілген күміш чыбықлача ағарадылы. Не ашық күнде де мейіктен қарасаң, өзелледе көк жүн чағылғанша чарс жапқалай тұрады. Оғары жанында бір құш, башында бұтақлары ұрылған жаңыз нарат терекке мініп, замансыз ерттен азығын башлағанды. Тырнақларыны түбінде бір қаралған затын тартқаны сайын, бұтақтан жығылырға жетіп, бір жанына ауа тәбіргелей қанатыларын açып, дағы да алғынша терекке түз қонады. Құш бұрны бұла ашарғына ұзалғалай, жұқ түшермеді деп мұрат етіп, уақ қанатылада төгерегінде бұтақлаға мініп, аны ерттен азығына жуықлашырға күрешеділі. Алай болалқа құш башын ала таба бұрғалай, үрілі бұчып башқа жерге қонадыла. Құштан тегім тапмазлықларын біліп, алай болса да кетіп те қала алмай, бойынларын бір жанына жіберіп, аны бұштықлағанына қарайдыла. Бірді жалларға ұнамай, бір қарға жүрейді. Ол терекке мінерге де базмай, теректің төгерегіне сан етмей, жерге ұзалған кебі кетсе де, көзлері құшыну аяғыны түбінде еділі. Ашай тұрғанын қойып, құш тебен жанына тапқа қаячыққа жеті-жеті қарады. Көзлері арайланып тұрғалай қантына да бір-екі ұзалып, шуылдап жетіп күнде жұқларға шыққан бір мазалы талғыр жыланы тырнақлары бойынынан басады.
Boynuna kuş tırnakla kerip turgallay, жылан узалып kesine artıklık etkенine ayağın ururga da küreşedi. Alay bolgallıkka anı boynundan baskan jiti tırnakla jibermeydiler. Küreşip boynun kıvıldat almaganında çırmalıp kuyruğu bla kayana tüyüp devredi. Alay bla kuyruğu uaq sında bar, sınıp beline juuqqa deri jetip, жыланны kayırılır karuğu kalmay toxtadı. Kuş жыланда karuğu kalmaganын tanıp, alay bolsa da tırnakların boynundan jibermegelley, biyağı ornuna uçup keldi. Kelse Allah'a kelsin, aşarığına elini türlü kanatlı konağı basınıp, bunu kelgenin de eslemegen gibi getip duru edili. Alağa çulanıp, abadan tavuş etip kanatı bula siltkeninde, bir kavımı jerge kuyuldu, kalgan bölegi de barşı kalgan jerge uçup jalladıla. Çakırılmagan konaklana adepsizliklerine seyirsinip, bir bölek zamanını alında hantına şayalmay durdu. Temurkanı ertten sayın koylabla miyik sırtqa çıkkandan süygeni joktu. Sırtını başına çıksa, ol tanıgan жерле barысы da kol ayazdaça körünedili. Koyla da jiti tau kırdıkны çırta, ol da tayağına tayanıp özelleden salkın ayazura, har bir kaygısı da ketip, gözleri uzakka aralıp, bir jerge karagından başka jerge karamazga küreşip, bir kesekni turады. Adamnallay bir kesek zamanı boladı. Gözleri bir jerge çırak barıp, başından kaygısı sağışı da ketip, esirgen adamça bolup, karagan jerçikten başka jerge karaya almay, bir kesek zamanını turады. Ol közüde adamga juk söyleşkenini de eşitmeydi. Былай bir kesek turga edim dep turganın halın buzmayın tururga küreşedi ansı. Temurka koylabla miyik sırtqa çıgıp, bugün ertemla tamam bu halda turu edi. Alt könünde üyge keterin üstünden kıyametin jaşıqanda orbla söyleşip, jüregi bek kıynalıp turu edi. Ol üyünü karusuz turganın bilip, jalçığın alıp keterge allanıp edi. Kandaura alında boşlarga söz berip turgalay, boljalı jetken gün unamay Temurkanı kaşına salıp koygandı da, Temurka аңа söyleşken gününü keçesinde kara sağışla basıp köz kısmagalay tangalay çıkkandı. Künüge kızarıp kızdırganında, başkaga kelip Temurka başını soğuk taşka salıp kalkarga küreşkeni de an üçün bolur edi. Alay bolgallıkka jukusu nebek bölüngen ese de juklay almaydı. Gitçeliginden bugün adam ortası bolgunçu deri, belin solutmay işleydi. Alay boğalıkka jarlıdan jarlı bola bargan bolmasa, bir zamanda da bir jarık günü bolmay bugünge jetkendi. Bugün de jaşauну karangıdan karangısı çıgıp kelgen bolmasa, bir jarı kurgan jeri görünmeydi. Жаш каруулуу жыллары батмакка бата, суукта кала, ашлыкны жалаңачлыкны көтүрө кеттиле. Эндуа кара сакалы агарып тебиргенди. Алгынча кыйынлыкны, жунчууну артык сөзүндө көтүрө алмайды. Жаш заманымда оушау өтө калай болду месиде башымды тутарга күрөштүм. Энди картлыгымда калай терикме деп, жашаган дүйнөсү көзүнө көрүнүп башын сагыш күчлөдү. Ташқа таянып, сағыш ете аслам тұрған болыр еді. Күткен қойлары чауылдан өтіп сыртыны мейік дүппұрына шығып тұры еділе. Темурқаны да дүппұрға мініп қарағанынан сүйген заты жоқты. Бұлайда бұзланы ұзақ болмағаларының себебінен қойля да іссілемей еги тұрадыла. Темурқа ескі чырпа бөркін таяғына чанчып, аңға таянып төрт жанына қарап тұрады. Былайға чықса, инжиліп жашаған дүниясынан башына бош болып, бір жанына чыққанша болып, кесіні ескі жүрек жараларын ұнытып, ызына қайтмай өмірі бұлақалықча көріп, екі кесек заманны сағышланып тұрады. Алай тұрғалай, белі бауы бош болып, қойнынан туар қайыш түшіп, Темурқаны башынан татлы сағышларын бұлытны жел сүргенше сүріп шашты. Керті тұрған жашаған қалына қайтып, ұзалып қайышны алып, білеклерін өрге етіп, қызыл уып башлады. Қандауыр кесіне алтын керегеттір етті, аны қайыш керегіне бір үчлі уанытны сойып, сүрүүде бош тұрмағыз деп қар бір сүрүүчі кел илерге бірер екішер қайыш тұттырғанды. Эңир курумуна Темурканы эке-теги чыммак болуп, чабырынан баш бармагы карап, атлаганы сайын сыртында жарак саламчыгы калтырай, койла булас таватка келди. Кошну алдында аузунда чыгаркасы була Кандаур бир колунда сыртына салып камчысы була ойнай өргең ишке бара туру эди. Хамид кош артынан чыгып Темурканы кулагына шыбырдады. Мени Кандаур өлтүрүк болур, бүгүн таш тийип бир кой өлгенди да, келтирип кош артына салып турам, калай этейм, сагаттанмы көргүзейм, огосу жашырыпмы кояйм. Бирөөнүн рызкысына фитне терге жарамас, кошка жыйылгалай болуштуусу чайт да кой, сен жашырама десең де кечертте болса да аны жүз көзү бар да аны бири көрүп айтса, экинчи сени жашарга коймазла.
Оғай мен алдарғы ізлемейм, алай қалай етерге білмеймі. Саңа қорқып сұрама. Болмаса немадарым барды, кесіме күч қойчуғымы бірін берір ме? Аллах үшін Темурға маңа ұрышқаны болса, сен де бір ауыз жеттір. Мен қиямытта ішлегелі, қандауырдан қорққанымша бір жануардан да қорқмағыма. Ол маңа чуланып қараса салларым қалтырайдыла. Қорқма хомықне қорқа саллай бір, не керек долсаңа, Аллах кесі берген жанын кесі алғыншы бір зат та болмайды. Қошын артында сүйелген не затты деп қандауыр тіритір атылай келе еді. Жаш, кемні сүреуінен долөлген қой, деп Хамитні қабырғасынан қамшысы білақынып, жыланнан жиырылғанша жиырылып, артына барып, Темурқаға қысыла. Менікеді, бүгінше ауылда таш тигенді, деп Хамит мұғыр жуап етерге күрешті. Қойға тимей ташсаңа тейсіва, арыған қазалы деп, керліп башына қамчы біл ұрды. Темурқа, ай үйіңе, туарын ұрғанша жашыналай қалай ұрасы? Тоқта қарты жексен да аны жақларға мы күрешесе деп, чұрғыны бұрны бұла қабырғасына ұрып, қойланы да үркіте бағышқа жықты. Мен сізні көрір ме, арған етле, бері басынып, сіз мені малсыз етерге тебірегенсіз деп, тапқан аманын айта қошқа кіріп кетті. Ол кечекі қошқа кіріп аны бетіне қарамаз үшін, екісі де қалған сүрімшіліге айтып, ескі жамчыларын шығартып, қабырғаларына мешқұт су өте, бір-бірінен ұзақ болмай, қойланы қиырларында жаттыла. Бір кесек тұрғалай Хамит келіп жыламсырай Темурқаны қатына чөпті. Мен бұлада қой жалда тұрғалы 4 жыл таусылы болсыған айда 5 жылға кергенді. Ол заман ішінде итні бітні құллығын етіп айланамы. Мен таяқ көтірмейім, бір иықтан ары кетмейді. Қачып кетермем, жалымы да бұлаға қойбансы, бұлай бакешін алмаймы. Мен көргенні қатында сен не көргенсе. Мен де тұрама, сен де тұрырға күреш. Күч алада, мүлк алада, біз алаған езет алдықпыз. Артықсыз да еткелеріне Аллах кесі қарап тұрады. Бір күн жеттірмесе де бір күн жеттірлік болыр. Бұладан әсе ит тейі болыр, башқа байға жалға керірмем. Қой кежаш, қой ала барысы да, тоңызын аласы қарасы болмайды дейді, ала барысы да бір діле. Бұлайда бұ үгі де бұ аманды деп айырып айтырч адам жоқты. Мен сені кебек жаш заманымда біріне бір жыл тұрған лайма, бұ үгі болыр дейді бірін қоя да біріне бара, бір де алада үгі көрмегенме. Қоншы беттен бұ үгі болыр меттеп, артама бұ қиямытқа туар жалға кірдім. Жалчылық еткен айымдоғына бұзолана емізгенсе деп қиямыт қалған жалчыларына тұттырып, кесі қаты ағач күліні алып, қолымы отқа тұтып жырмыландырды. Майы жаш, тұт та көр, мен аннан бері чалқы тұта алмайма деп, чепкен жеңінен шығарып, дүккүч кебек қолым Хамитке ұзатты. Меннен өзге адам аны қарт бабасыны жұртына да басмаз еді, алай бұғалы қанай қычырық еткен, қалай жашағын, қайыр барғын. Үйдегің әч болып көзіңе қараса көзің қараң ететті, етмезлік затыңы детесі. Сырты кішіген бай әшігіне дегелей, кесіне артықлық еткен қаллы жауларыңа бойының ұзатаса да келесе, алада сені қарусызлығыңы біліп сүйгеллері жартықлық ете тұрадылы. Темурқа қапарын айтып бошарға Хамитні жылағаны да тоқтап, кесі қиылығын ұнытып, Темурқаны бек жазықсынып, айтқанына ұлы сейір болып тыңлап тұрып айтты. Менен көп қиылық кім көбірген болыр деп тұр едім да, алай болғалыққа сені қапарың ешткеллей кесімекін да ұныттым. Сені де болыр қиылығың, қиямытқа зауықтан келіп тұрмағаның мен де білеме. Ач қарынны тоқ білмез, ауырғанны сау білмез деп бізде сөз барды. Не тейін бұ дүнияда қиналсақ та, фенділі айтқан шақыратығыз еге болдық болыр деп көлімі басарға күрешіп тұрамы. Темурқа, бір-бірде Аллах чамланыр деп те қорқам, алай болса да көліме бір зат келеді. Біз барбызда Аллахны құллар есек сөз үшін. Эки біз бит құр кесіп бұлаға құллық етебіз. Дағы да ол бізге таяқ көтіртеді. Кесуа суық суға қолын тиірмей, иге ашап, иге киіп ат белінде айланады. Бұл бұлай нек болады, мен ана айыра алмаймын. Аллах оңысызны, жарлыны жанында болырға керек, түйілмеді. Бүгін қандауыр мен де, сен де ұрғалай. Аллах аны қолларын құрыштырып қойсауа, қолынан келмейм қаллық еді, бізге зор артықлық еттіре нек тұрады. Еге жаш, Аллах қасы болмазға керекті. Бір адам көрірін көрмей көріне кірмез деп сөз барды. Тұр өрге. Арыған біз бүгілді таңға да көп қалмағанды бір қалқырға күрешейік. Хамит жамчысын сүйрей Темурқадан айырылғанында, өксүзле жанында жұлдызла жеңіл көз қыса тебіреп, көкні ол жаны сарғала тебіреген еді. Төбен жанында құлақтан гу деп таң аласында ұяңнан түлкі қышырды. Анасын ажаштырған қозы қойлан арасында керерге күрешіп мақырады. Шапа әрттерек қобып, от еткен болыр еді, қошы жақтан жылтілле чартылап шығып, ұча барып, хауада жұқланадылы.
Бир кесек тургалай койланы соолган табышларына Темурканы хурулдаганы, Хамитни бурун сызгырганы кошулду. Эртең була Темурка өргө туруп караганында инчиги чанчарга калды. Араби чапкынмы тутканды деп от жагада чабырларын, ышымларын тешип караганында ашыгыны төбөн жаны ачык каралып туруп эди. Темурканы аягын эслеп Хамит былай чабылга жуукту да бир жылаллы ставатты. Сүнөнү да сары энек немчегин жылан урганды. Сени жылан урмагы эди. Бир кесек тургалай аягыны көпкени керти жылан урганын билдирди. Маллага карамай кошканек басыңансыз деп Кандаур кошка кирмегенлей арбаздан кычырды. Эртеден бери кыямытлада жалда турган карт таулан ийилип, башын кошун эшигинен каратып жооп этти. Темуркан аягын жылан урганды да аңа бир мадар этермедик деп муруп кеткенбиз. Өлсө бастырырла, жеңил огуна коштан чыгып маллага карагыз деп ачууланып буйрук этти. Барыгыз жаным мен үчүн деп айып алмагыз. Хамит сен аяк чыкпла катыма айран сал, аны жагарга күрөшө турурма. Сора кесиңдиги жаш кебек мени сүрүүмү да ала бар. Улуу кабыргага таяндырып туураларынан карап турсаң узак кетмезли. Мени да аягым 1-2 күндөн ачылдык болор деп мурат этеме. Күмүш була түкүрүлсө бейги болду гадалай болгалыкка төгөрөктө түкүрө билген адам жокту. Кандаур эшиктен кире. Сен койланы оноон этме да үйүңө кора. Сен мында сыртыңнан түшүп сен асырап турулук адам жокту. Да не дейм, Аллахтан саңа кайтсын. Мен да ит түйүледим. Итни кыстаганча кыстайса, хакчыгымы бер кетерме, өлсөм да жолдо өлүрмү? Неди мадарым? Сен менде карныңа асырап турганлыкка менне хак берликми? Бар, түнүнө өлгөн койну мыллыгын эшегиңе жүклө да кет. Мен саңа жыл була 3 айны кой мыллыкка деп турмаганмы? Берейсиң, атаң була кесамат эткенибизче маңга берлик хакымы бер да кетме кой. Бермейсиң, мен да дуньяны башында төрө бар эсе, маңгылай кыйыныбызлерге күрөшүрүкмү? Ха, бу карт хайванга да мен төрө була коркутурга күрөшөдү. Кандаур, төрө жол болмаса да мен сизге уруна карт болдум. Энди былай жазык болуп атылып калганымда, сен мени каным ичкенче хакымы алышарга күрөшөсүң. Менден коркмайсың да Аллах чамланыр деп корксаң, мени жылатып толус табатыңдан нек чыгарасы? Аллахка, ол хакыңа малла берир. Не бай Аллах болса да сени кибиклиге мал берете берсе, 2 жылдын ичинде курус табатка карап токтар. Былайда көп үре турма да, мени зыма иңирге кайтырма, коштон корап тур. Бу сөзле артыклык Темуркага алайбек ачуу болгон эди. Аягы тулук киби көбүп тургалай секирип кобуп, бутун сүйрөй көк эшегине эски жабырлыкны каплап, үйүнө кулакны эңишке айланып тебиреди. Кош туурасынан ташая тебиргенлей ызына бурулуп, «Эй, сизге кан ичкен каллыла мени көлүм бир кеңсин» деп, зыккыл чепкенини жеңи була көзлөрүн сүрте, эшегини ысыннан таякка таяна кетти. Кара чибин ачык жарага коңганча тайме башынан кетмей Темурканы 2 затын жетейдиле. Бири Кандаурну ачык залимлиги, экинчи жыл була 3 айга дээрчи кулланып, жарлы үйүнө куру коллары була барганына, сабилери, катыны кеңнен көрүп алына чабарыклары көзүнө көрүнсө, жүрөги кыйналгандан жарык күн караңгы боло эди. Бара эсине мен бут кумун жилип жашагандан эсе дүйнөгө туумай калгы эдим деп алайда келеди. Ауруган буту сарка тебиргенинде, ауруганы татып эшектен артка калада бир тебиреди. Буту ауругандан ауруп, токтай да бутун солута, суукну башына себепке көрө да кулак суулага сала, көлүнө жетерге жетип, кара терлеп улуу жолго чыгып, жолдан бир жанына жаллап токтады. Темурканы катыбла, ажирлеге минип, кими кой, кими тугар сүрүп, кими аргы шарбалабла, элге адамла оза эдиле. Көк эшек иесизинен келмегенин көрүп, 4 жанына айланып окуп, Темурканы суу жагада эслеп жортуп катына келип, эшек жыганага туруп туктады. Менден жазык ким болур? Har kim үйүнө мал аргыш элткен заманда мен куру колумла бечел болуп барама деп, элге барган улуу жолго карагалай, зыккыл капталыны кир көкөрөгүн жыламыктан жибитти. Буту да терек киби көбүп, улуу болуп, жүрүргө кароо болмай төгөрөгүнө карап киши көрмөгөнүндө көккө карап алай айтты. Аллах, сен кесин карап тургалай мен жарлыны нек сояса, маңга бир оноо өтти. Ауруган аягын чөгөлөп алына туткалай, билген дуаларын окуп күн таулага кысылгынчы көп намаз этти. Намаз этип бошагалай, башымы тутарча маңга бир рызкы бер деп дуа этип көп тилек этти. Аягын сүйрөй, жол жаны сары чыгыналадан чыгып, улуу жолуну өргө эшегин сүрүп тебиреди.
Аллах мені дуамы ештіп, жарлы үйдегімі қуандырырға жолда бочқа бұла бір алтын ашқа таптырлық болыр деп, алдына қарағалай, ашқан бұла, еліні қиырына кірді. Бочқа түшкенде тапмай, бір заманда қарағанында эшеги кетіп тұр еді. Қылықсыз хайуан үйге көп қалмағанын көргенінде, иесі де аны жеңіл жетіп келмейін артқа тұрақлағанында жортуыны салып, Темурқаны қойып, үйге қачып кеткен еді. Мелахан тұтылып бауғатылып тұрған қыз сәбиіне жылай, екі көзі тұлық кебі көбіп, арт ешікні босағасына олтырып проблем таба қарап тұрғалай. Анам бұрын келіп арбазда тұрады деп чабып, жашы анасына хапар айтты. Темурқа келмей ешек нек келгенді. Мен жарлы башыма қарақан жауған болырмын деп ешекке қарап, чабып қапқақ башына шыққанында, Темурқа бір аяғынан ауыр асығап келе тұр еді. Аналай көргелей чабып барып қолтығынан тұтып, не болғанды мен жарлы жашчықна тасы деп сорды. Алай бұғалыққа Темурқаны сөйлешір қаруы болмай, жолда жығылып қалмай ары үйіме жетіп бір өлгі едім. Өлігесінде деген мұратлы арбазына жанын атып келе тұр еді. Аузын қаннан толса да қаллыға білдірме дегенше, Темурқа жолда жығылып тұрғалай қиямытладан адам көрірін сүймеді. Тегеран жаны күштен жетіп үйге кіргелей, үстіне ескі киіз атылған болжар салам мұржарға аунады. Еріне не болғанын білмейін жарлы қатынды галас етіп төгерегіне айланы еді. Ибрахим да атасына не болышлығы өтерге білмей, жылағанда ет алмай жылары келгені бойын чұғын буып, мұдақ болып, ешік артынан атасына қарай еді. Әрі қатыны бір-біріне жұқ сорырға қорқып, бір-бірі көзлеріне қарай алмай, қар кімге де баян болған қиылықларын жашырырға күрешіп бір кесек тұрдыла. Темурқа қарап үйде қызын көрмегенінде жерге қарағалай, байдымат қайдады деп сорды. Ерім бішіп бұзылырға қазырланып тұрғанша, Ералай сорғалай Мөлахан төз алмай қышырық етіп жылап ешікке қашты, дағы да анда да чыдай алмай келіп, алыннан башлап еріне хабарыны айтты. Эшігім жабылғанды, отым көмілгенді, қызчық үшін күрешеме дегенді ол жарлы қанаматты тауға қашып айланады. Бүгін өрттен бұла біз қопқыншы келіп, үйні де дардаған етіп, қызчықны тұтып түрмеге алып кеткенді. Қызчықны сыйрама деп күрешкенді де, жарлы қанама тұрған тапанасын да, Беймырза қаны келліктінде айтқаларынан ауыр жаралы еткенді, қызчықны құтқарғанды, кесуа өксіз башын тас етіп айланады. Қатыны жылап, бетін сойып алыннан артына дәрі хапар айтқан заманда, Темурқа кесіні ауруғаны кетіп, телі адамша аңарылып қалды. Орнынан қоба келіп, «Ай, гауыр қаны чкелі, мені сізге бір көлім кеңмеймен көріме кірмейім» деп бұтын көтіресе кіріп қопты. Жашчықна тасын етейік, Аллах берген қиылықны көтірмей амалыбыз жоқты. Аллахны ешігі терсін ачыламыды не қиылықында біз жарлылыға тежеп тұрмай ары қиямыт үйіне де бір кесегін айландырса. Оу мен жарлы отмашаған салай дұрыссыз сөзлен айтма Аллах чамланыр. Атасын аман көзін ұшырама тоқтаса, бір даямай олмаңы таллығын етіп бошағанды деп тұрып ешікке шығып кетті. Ибрахим атасыны зыннан чағып, атам қанаматны қайда тұрғанын мен білеме деп атасына қысылып шыбырдады. Гугук жақшыра тұрмада бар да Ахматтың да дағыда бейнегердің да чақырда кел деп жашын ашырып, кесі арбаздан арат томыраулаға олтырып, сағыш ете тұрғалай, тоқал бұла Қасым келділеді қалдыла. Сау кел қарып Темурқа деп қол тұтып, екіншісі де екі жанынан олтырдыла. Қасым Темурқаны құлағына қысылып айтты. Бұқан ішкен қара құртылаға сені алай түплеріне салыба қоярық түйілбіз. Алай кесін келіп қанаматта қайдейсі даны да табып, бір бетке қарар мәдек деп тұрабызансы. Жаныбыз саудан алай қараба тұрлық түйілбіз. Алай сөйлеші тұрғалай шыбыртсыз Ахматла бейнегер келіп Темурқаға қол беріп олтырдыла. Кечеги сөз кеңге барады, тұрғыз жашлы үйге барайық деп, Темурқа асқай алларында қалғала да анызынан үйге кіріп, har kim қолына түшкен затын түбіне тартып, отқа қарап олтырдыла. Алғы бұрын бейнегер сорды, аяғыңа не болғанды? Аяғым оу башым шау, сізні барағызында бетігізге қарап жеткен қиылығымы айтып, сіз бір оны өтермісіз деп шақырғанма. Көресіз, қызымы алған қылекке тібенді түрмеге салып тұрадыла. Кесімі жыл бұла 3 айны жегіп, қиямы тұлы бешел етіп қыстады. Ол өксіз жашта аланы питналары амалтын таулада қачқаншы болып айланады. Ишім, қайғым, қол аяздача ачықты. Кесім кебексіз де жарлы қоншыларым, сіз болышмаған маңа кіші де болышырығы жоқты деп жашлыға қарап тоқтады. Бейнегер от жарыққа тұтып, таяғыны башын жона қалғаллыға қарай айтты. Қалай болы еседі, жеңгел оғына қанаматын тұрған жерін табып, аннан сора байдыматын түрмеден бошлар жанынан болырға керекті.
Тәйірі жаным сау болып, мен Байдыматын орыс қолында қойсам, мен башыма бөрік кимем, бір игі қатын қотаны қысарма деп Қасым қошылды. Бір шексіз Байдыматқа bu elde болмаған әдетini еттірген қиямытты. Біз аны чабып, башына бош етебіз деп күрешсек, қиямыт екінші бізге қаванны суын ішірік түйілді, деп тоқал сөз қошқалай, ардері аңылап тұрған Ахмат қобып, сен не заманда да матуқтан жаның шығады. Қорқа есен, бар да гардош ұрға кірді башыңы жаптыр. Біз бұлайда тұрғалай оңсызыбыздың тішлеті башатмазбыз. Кесібізні қолыбыздан келмесе, бүтеу еліні жарлысын қобарырбыз деп, қаты сөйлешкеніне де ұяларақ болып, бөркін маңғылайына баса, ешік артына жаллады. Махорка чыгаркасын отқа ата, ішіндеген бері от жарыққа тарта баттал. Тоқал оңына соллуна да ұрдырыр. Кесі бұлайда тұрады көліне жүк келмесін. Мен қауымығыздан да жашма, алай болса да мені қалғалладан ақыллыма деп айтқалығым түйілді. Мен ала жіберген жерге отқа қаяға кірдеселе де барырма. Бұ ішіні башлағыншы, қанаматыны тұрған жерін білдірге керекпіз, деді. Мен білеме қазған башы дұппұрладады деп Ибрахим білек ағач артынан қычырды. Маферін бек керекті затын жаш болса да Ибрахим біледі. Қалай болса да Байдыматын Аллах қанаматқа жазған болыр. Алай болмаса, ала бұ тұқым ішлеге де қаллық болмаз еділі. Ақыры мен айтқан болса, Байдыматыны бері келтірмей, түрмеден башына бош өткелі, үсім башын бейтіп қанамат келтірге керекті. Қанамат тірі жашты. Ана ағач башына мендірсе де тұтарықты. Түрмеден шығарып елді қоябыз десек, қиямытны 100 көзі барды қоймай табар, ол заманда ішібіз қылеккелік болыр деп баттал сөзін тоқтатты. Жашла, сау болғыз. Мені қиыллықта атып қоймағаныңызға. Жаш болса да баттал жашаулы болсын. Мен де ол айтқан оны тап көреме деп, беті жиырыла Темурқа ауырған бұтын мұржарға жайып тоқтады. Қиыллық білмей тұрғалай от жағадан құрым түшкенше үслерін басқаннан бері. Мөлехан қалайға қараса да темір сауытланы жіті болып көре тұрды. Алай болғалыққа башқа қайғыла башын басып, сауытланы кім білегеніне түбін табарға күрешмеді. Орында жатып тұрған Темурқа тұрып пычақланы тішлені білемезлігін сормағалайда білейді. Бір күн Мөлехан тазыны төгерге эшікке шыққанында, Ибрахим қара тер басып, ертте тот кесіп атылып қалған қаманы қыршы ташқа білей тұр еді. Не десе жаш шық деп сорғанында, Ибрахим білегін тоқтатмай, бұрылып ин башысы бұла қарап, қиямыт бұла Мұхаммад Аминні қарыларын тартарықмы деп жауап етті. Сен жаш салқын Алла затланы қойда, мен елеген терілені жұммақлаға елтіп қайтқыншы, бар да атаң қатында тұр деп ызына бұрылып кетті. Ибрахимні бүтеу елін ішінде Мұхаммад Амин бұла қиямыттан сүймегені жоқты. Қолынан келсе тіші бұла бойындыларынан қысып қалыларын шерікті. Алғынша дерске барады, алай болғалыққа дерс оқуғаннан есе афендіге қалай дерт жеттірейім деп бек сағышы олды. Жаш ақылы бұла сағыш етіп, көп зәтесіне келтіргенді. Алай болғалыққа аланы ташай еталмазлығын біліп, жаратмайын қойып, не затта бар едім деп бек сағышлы болды. Дерстен қайтып келсе, екі саби бірі үй башында ocақ жанында, бірі де чалманға қысылып, бір-біріне таш ата тұрғанларын көрді. Бұл сағаттан оғына чабып келіп, Құранын үйге салып, екі құржының таштан толтырып, әфенді намазға озған жолыны жанында бір ескі үйні ocağını жанына бұғып сақлады. Қарамағалайда тамағын артықанынан Ибрахим Мұхаммад Аминні келгенін білейді. Үйі көп ташында ocақ жанына қалау өтіп тұрғалай, бір заманда керті де тамағын арюлай, құлоч таяғын қыңырының башына иліндіріп, жәшіл абасы желеті келейеді. Ибрахим төгерегіне қарап, айырып алып, ем ұлы ташланы бірінші берді. Ауыррақ болып таш еңішке жеңді де, Ибрахим тұтқанша башына тимей, білек қошына тиіп, құлочы дығырдап бір жанына түшті. Ол ескеріп төгерегіне қарағыншы бір бөлек таш башына сыртына тиіп, қалайға қарарға білмей, әфенді чығана салынған хунаны башы бұла түшіп, етегін жарсында чығанада қойып, баш еңішке айланып бұқыт болып қачып кетті. Ол сағатта қуанған Ибрахим атасы сау болып, егечі түрмеден шықса да, аннан бек қуаналлық болмаз еді. Асыры қуанғаннан адам еслейді деп, қорқмайын, әфендіні қачқанына қарыннан тұтып күліп, ocақ жанына жығылып аунады. Енді де керек болырла деп атылмайын қалған ташланы ocақ жанына қалау өтіп кетті. Ибрахим екінші күнінде медірсеге оқырға келгенінде, Мұхаммад Амин қадалып, межгит алында отырған хажіліге хапар айты еді. Чырақ жандырмай көзеңге кіреме дегенме де, еслемей гардош ұруға жығылып болғанымы тешкенме деп, бір қолы бұлада көзіне ұзалып, тайған бауын түзетті.
Хажиле башларын силкип бир ауыздан аналай айтканына бушу өткенлерин билдирдиле. Алага сүйлөшө турганлай эслетмеген киби кетип, узак болмой олтуруп дерс окуй турган Ибрахимге карады. Алай болганлыкка ол да тиекни оңнан солга тартып дерске күрөшкен жетип турган болмаса, бир да кесин билдирмеди. Олога эсең, афендини көлүнө жук келмесин деп окурга биле турганлай тиек била Куранны бир жерин тутуп келип, афенди булайым бир айттыр кесим тежеут била окуй алмайма деп катына чөктү. Мухаммад Амин небек сымарлап караганында да Ибрахимни бети түрленди деп таанымай, көргүзген жерин айттырып, бар медресеге кир деп катынан кыстап жиберди. Афендини жүрөги бу итлик Ибрахимден чыккан болур деп шекли болса да, алай болганлыкка ызынан карап жунчумаганча көргөнүндө жаңгыла болурмамы деп бир аз көлүнө ишеклик келгени токтады, алай болсо да жүрөги кош болмагандай калды. Мухаммад Амин била олтурган картыланы бири таякка таяна өргө кобуп, тауланы бүгүн көргөнчө төгөрөгүнө карап, гулочу била узалып сыртын кашый. Көктен тамчы тамбагалы толу бир ай болады. Карайма да таулага бир булут конуп көрмөймү? Булай боло эсе бир шексиз биченсиз калып кетерикпиз, афенди бир мадар жокму деп сорду. Кайдан болады жаңур? Элини жартысы намазга жүрмейди. Садаканы битерин унуткандыла. Жаңур берген огойсың Аллах бу тар өзүңгө бир кан жаудырмагай деп шүкүр этерге керекти. Мени көлүм алай келип турат. Bir gün bütün cemaatını ulusun gitçesini de jiyip, miyik tupurlanı birine tayanıp, zikir etip, kurmallık etip Allah'tan tilesek, bizning tilegimizni eşitip жаңур jiberirge bolluktu. Da efendi sabanızçıklarımız küyüp kalgınçı jauga edi жаңур dep bir kıngırbel kar. Taulada köp kararigen bolur, koban karalıp, taş ağaç tapkanın keltirip, köpürünü ara bejenine kalaydı. Келип жаңы агач уруп токтогалай, аркаулары чыкырдайдыла. Алай болсо да көпүр кесин каттырырга күрөшөдү. Огартын сууда бир каралган келеди. Энди ол ара беженде токта эсе бир шексиз көпүр кетерикти. Көпүрдөн өтө алмай карап эки кулагында көпүр була сууну күрөшкенлерине сейирсинип көп адам саклайды. Алай тургалай бир атлы келип көпүргө кирди. Суу табышын хорларга күрөшүп, кирме деп эки жанында кышыра турганлай, атлы кирип ортасына жеткенлей, har кимдин көзү атлыга карап турган заманда мазаллуу өгүз агач келип орта беженини урду. Көпүр калтырап төзөргө да күрөштү, алай болганлыкка суу аны бул эришип күрөшкенче таш агач тапканында келтирип уруп, карап караганчы көпүрнү ордунан кубарып тебиреди. Басынып карап турган халык тилленип аксынганча аксынып, сууну ызын эңишке чапты. Атлы көпүрнүн үстүндө бара барып, шоркага жеткенлей, көпүр чачылып, эки кере атны каралдысы көрүнүп, көздөн ташайды. Арада көпүр болмай, сууну бир жанында анасы, бир жанында да кылуу калып, экиси суу жагада өргө эңишке барып, башларын өргө тутуп окуй эдили. Куугунга басынган халык сууда барган өлүктөн артка калмай, суу шоркалага жеткенлей, өлүкнү өргө ата, суу бойнунда келгенледен узайта тебиреди. Өлген атлыны анасы болур эди. Адам ортасынан озган бир катын чачы тозурап, жаулугун аяклары була баса да өргө жия, бет тупушларынан кан келе көзлөрү сууга аралганлай, калгалладан эсе алга бара эди. Чаба бар бөлүктүн туурасына жетсе, колларын алга узатып сууга кирерге чаба эди. Алай болгалга ызынан келген аксакал киши этегинен тутуп жибермейди. Өлүк шоркалага түшүп, сууну башында көрүнмөй токтады. Анасы не кадар чабып тыгалас этти эсе да, тамырла, агачла, кесекли барган болмаса, сууга кеткен баласыны өлүгүн көрмөдү. Бутларын түйүп бетин союп жылаганлыкка суу шуулдап турган болмаса, бирөөнү сабийин кайры сукканын көргүзүргүн амады. Өлүккө карарга келген халыктан бири: "Суу анасы сыбызгы табышсыз берлик түйүлдү, сыбызгычыны чакырыгыз" деп кычырып, бөркүн да колуна алганлай алга чыкты. Мугур ак сакал сокур сыбызгычы сыбызгыны тартып, бир кызчыкта этегинен тутуп, халкын да ызынан тизип суу жаганы өргөңишке бара эди. Алай болганлыкка суу жашырган жерин айтырга унамай эди. Бир заманда мындады деп тер басып, көнче яу жибип бутларына да тие абына Ибрахим жетти. Сыбызгычыны кесин жагада коюп, Ибрахимдин ызынан чабып келсе де, айрымканда өлүкнү бир аягын суура да калтырата, калганы шындыкка ташайып тура эди.
Жашыны көзүнөн көрүп, карт катын көзлөрүн Айрымканга аралткалай, Ибрахимни койнуна кысып, жеткен түклүү башын жыламыкладан жибитип, «Амма саңа курман болсун эсли балачыкка» деп, Айрымканда жаткан жашына жете алмай, аны сүймектилигин Ибрахимге береди. Жыжым була белинен байлап өлүкнү сууга салганларында, колумдан ычкынып кетеди деп күрөшкенче, кутурган суу нарат чегетте жел урганча, эрши шуулдап демлешкенче, шоркаланы өргө чыңата, жыжымны бир кыйырын тутканланы тартып, колларынан сыйырырга күрөштү. Алай мен этерметкен менди сизни болсун дегенче, өлүкнү жагасына ташлады. Жаралы болгон аю катында ок тийген баласына мыллык атканча, замансыз суу азыгы болгон сабийине капланып, карт анасы көз сууларын төктү. Энди уа ким түшөдү колума дегенче, жай бокланган суу ташланы бири-бирине уруп, курулай айланган тирменче дыгырдаганын токтатмагалай, аллына түбөп жалай алганын коратып барады. Канамат кара тер басып элден айырылып дуппур башына чыкканында, жүрөгү жау чайкалган кыбытча ура эди. Бүтөө саллары отта кызганча кызып, колу була жүрөгүн басып, алдын элге айландырып, ташка олтуруп, ай жарыгы була үйлөнү көлөккелерине карап токтады. Түш көрөмү турам, огусы керти була турган затмыды деп, базык бутунан ачыткынча да чимдеди. Солуганда этип, кече аязда эсин ордуна салганында, жаягы була кол аязына тийип, ашкамдан бери болгон затыны акылына келтирип карады. Хар болгон зат эсине түшүп, ол кыямытлага жаңы кирген заманда байдыматыны жыламсырай чачы тозурап турган эсине түшүп, безгек тутканча калтырап тишлерин бири-бирине уруп бир кесектин турду. Кама була экөөлөнү сермеп, бири орундук түбүнө качып киргени эсине түшүп, сууга кирсең чыктан ырыслама дегенче, акырда да бул кылымылы ишке катышкандан ары бир да куруса да улугубут прустоп була кыямыт өлүп, көлүм кеңиеди деп алай көлүнө келди. Кесине келген кыйынлыкны эскерип, аңа кайгылы болмай, жаралы ай үйлө чапканча чабып, ол кан ичкен итле Байдыматхан эди аны үйүнө бир заран салмагы эдиле деп, жүрөгүнө улуу коркуу кирди. Бу сагышлан эте тургалай не болуп туру эселе да бир барып караймансы, киштик куйругу була от салганча, мени былай этип турганым эр кишинин иши түлдү деп, капактан эңишке түшө да тебиреди. Алай болголукка сокуранып ызына кайтып, энте элде калганлыга мен үчүн деп бир тапсыз болмасын деп ызына таянып, биягы суук ташка олтурду. Башын эңишке тутуп, колларына таянып, сагышка кетип тургалай, Ибрахимге калайга барлыгын айтканы, халал кеси кибик жарлы нөгерлери, ызында калганлары эсине түшүп, кышкы күндө огары жел урганча жүрөгүн жылытты. Бышлак жыккырны тузлук таш басканча, кайгы башын басып, көлү сагышка кетип тургалай, бурнуна түтүн ийис келип, эрттеги аяз кагып суук суратып, башын өргө көтүрүп караганында, төбөн жанынан көк саргалып таң атып келе тура эди. Секирип кобубуллу бычактын аузундача кыйынлыкта турганы эсине түшүп, кече караңгы аунатып, айгак болуп калмайм деп, колларын жеңлерине сугуп, чегетини кыйырынан кирди. Аксыны бызына элге айланып караганында, узак жулдузлача бир кабым үйле жарык жылтырап, элни төбөн кыйырында итле кызыл-кызыл үрдүле. Мийикке бир кесе көрлөй да токтай, Канамат чегет этегинен чыгып, казган башы таулага кирди. Былайдан карасаң, элли барсы да кол аяздача көрүнедиле. Суу узак, төбөн калып, шуулдаганы бери чыкмайды. Уллу жолда арба, адам болганы, терезенин мыяласында чибин жүргенче көрүнөдү. Төгеректе уак чырпыла-була, тау ышкылдыла болмаса, ызыңа эңишке түшмөй абадан агач да жокту. Төрт жанына карап, сууктан, жаңгурдан кысылырча жер тапмай, биргитче эчки жолчукка барып, каяны ортасына кирип караганында, каяны огары жаны бир дуппурдан көп канаттыла желете учтула. Эште канатылла булайда дорбун ышан болмай басынмагандыла. Не болуйсы да башына таянырга керекти деп көлүнө келип, чарыкларын тешип бир жанына салып, жалан аяк өрлөргө күрөштү. Алай болголукка аякларын ташла кесип тайып турган болмаса, бир да өрлөй алмады. Ызына түшүп карап, мыскал этип, быкысыз чыгаллык болмам деп алай көлүнө келип, төбөн жанында агачка энип, камасы була уак-уак керкип, бир наратын аудуруп, көп күрөшүп, аны каяга чыгарып түбүн бегитти.
Канамат эңишке түшкелли кайткан болурла, кайдан чыкканды бул чакырылмаган конак дегенче канатылла каяр анны жер-жерине чөгелеп, аңа карайдыла. Уак-уак быкыны bir бутагынан bir бутагына мене, атлаганы сайын быкыда эки жанына чайкалгылай, башына чыгып караганында, түз каяны ортасында бири-биринен улуу болуп 3 тешик. Ортада дорбунун ичине кирип караганында алай көлүнө келди. Бери башына чыккандан sonra аскерни жыйсаң да сыйынлык көрөме? Алай болганлыкка отун суу чыгарырга быкыдан sonra жолу болмай, ол тапсызлыгы белгили болду. Дорбунун ичине кирип карасаң, 50 көрүнгөндөн sonra да сени тышыңнан адам көрмөгелей төгеректе не болганын сен карап көрүп турасың. Дорбуну дагы да Канаматка башка таплыгы, андан sonra да былайын киши билмеген эди. Эрттеледе бирөөнү эчкилерин күтө таянып былайга келсе, каяны мийиклигине сейирсинген болмаса, былайда дорбун барды деп бүгүнгө дээрчи бир адамдын да эсине келмегенди. Кыйынлык жетип келип, Асырбек кыйналмаганлай бу азыр каланы тапканына кубанып, энди муну ичинде калай жашармадарын этип тебиреди. Эрлай от чактырып, кая кайырлада бүткен саламны гырмык этип жандырып, аны жарыгы була дорбунга терең кирип караганында, дорбунун бир жаныны арты таусулган жерде суу тамчы эте турганын көрдү. Энди суу кайгылыда болмай, биягы быкы була ызына түшүп, бир-эки кере да кайтып, чымырта отулланы бел бауына кысып, дорбунун алдына калап, киши көзү эслемесин деп каяны кыйырына келип, тартып быкыны ызына чыгарып, дорбунун ташасына салып, чымырталага таянып олтурду. Саны жүрөги кыйналганы бири-бирине кошулуп, дeu салларын хорлаган болур эди. Көп турмаганлай анда-мында канаттыланы жырлаганларына Канаматны хурулдаганы да кошулду. Bir zamanda keçeni ауырлыгы кетип, таудан урган суу гаяз уятты. Каяга тийген оң жаны суук сурап, жыйырылып жатканына болур эди. Тобуклары да курушуп, жукудан жаңы кайтканында кайда турганын унутуп, көзлөрүн уа кобуп кая ириңге келип токтады. Эслемей бир-эки атлаганлай чыңгылды түбүнө айран кыбытча түшүп бузулдук эди. Алай болганлыкка караңгыда түртүлей келип, канаттыланы уяларына кирип, ала табыш эткенлеринде ол заманда канаттылага комшу болганын билип, алдына көп бармай аны була токтоган эди. Артыксыз да дорбундан ачыкка чыкканында, аяз уруп, суук болганын кетерир үчүн кая эрнинен дорбунун ичини таба жаллап, кымылдасам бир кесек кызар эдим деп, жаңызга да тепседи. Алай болганлыкка, ол тепсеген заманда кызгалдыкка дагы да биягылдай суук болуп тебиреди. Мен не хайван адамма, катымда курмач кибик чымыртала турганлай, мен текече өргең ишке секире турама деп кеси-кесине айып этип, эрлей отлук ташын чыгарып, дорбуңда шыңкарт этип, баурун жылытып олтурду. Бу тынчылыксыз конакны келгенине разы болмаганларын кычыргандылары була билдире, отка түтүнгө үренмеген улуу китче да канатлары була жел табыш эте бир-бир дорбундан корадыла. Буланы бири Канаматка жуукму учту, канаты абадан болупму жетти да, тур булай кесиң отка чөктү дегенче бөркүн уруп алдына түшүрүп кетти. Отны кызуу төгүлгенинде санлары да жылынып, ай энди бу кызуу отка не семиз кабырга керек эди деп кабырганы чырылдап, жауу ага отта кызганы эсине түшүп, агуз суулары келди. Кайгы этмей унуткан киби кетип койса да, 2 сутканы ашамай турганы кесин-кесин билдире тебиреди. Алай болса да эртең булага дээрчи азыклы болмазлыгын билип, аякларын отну жаны була узатып, чымырталага таянып турганлай дорбунну кабыргасынын саламда бир агарганла көрдү. Не затладыла сейирсинип өргө туруп караганында 3-4 уяда көп куш гаккыла. Сау болуңуз, муну маңа коюп кеткен конак байла деп көлүнө келип, гаккыланы сыйынганларыча бөркүнө куюп, от жагыга чөгүп, китче заманында анасы эткенче атылып сынмасылы деп har бирине бирер түкүрүп, көмүр жагып, жаңы түшкөн күлгө көмдү. Ашарга туз керекли болганында кулагына асыры алмай, бек жаратып гаккыладан бошады. Аш жанынан желелтмезлей болуп, нара тоттан иги жылынганында, башкага келип көсөүле да күйө тебиреп, көсөү болсала курмаш чартлаган чачартлай, бир колу була отну ышыра турганлай, куш төшекке аунаганча от алында аунап татлы жукуга кирди. Эрттен була күн аягына тийип турганлай кобуп төгерекке караганында,
Дорбунну аллында муллала бай өлікке басынғанша түрлі қанатылла басынып, бойлары мұғыр болып, дорбуңа хирге қорқып тұры еділі. Аланалай үйсіз күнсіз болып тұрғанларын көргенінде кесі-кесіне есіне түшіп, жүрегі ауырып, арю айтып дорбуңа чақырарға да күрешті. Алай болғалыққа аланы тауықланы чақырғанша қолын ұзатып чақырғаннан қорқып, нейсе де бір палақ етерге тебіреді деп көллеріне келіп, ғұрышға болғаларын түрлі қычырықлабла білдіре, бөлек ұчып кеттілі. Жаңы мекамда ашын суын қалай жараштырырға білмей, қая қиырына олтырып тұрғалай, басынып бір сүру кей ечкіле, секере дорбынны түбіне келділі. Жаңы соғылған күйісча, ала қайғысыз жеті тау кірзіктің отларға қарап, қымылдамай бір кесектің тұрдыла. Кей кетпек татыл болады деп еште тұрса да, төбеп ашағаны болмағанды. Алай болса да ақыртын қобып, қаядан қопқан бір ұлы ташны көтіріп, қалынлары бұлайды деген жерге жіберді. Қанамат бұқысын алып шыққынше, ечкелене қалғанлары қачып, бірі сыртынан түшіп қалтырай тұры еді. Ерлай бұқыны түбіне орнатып, түшіп қарағанында бір жаш ешкені белі сынып, көзлері ағарып, жан тарта тұра еді. Қамасын шығарып кесерге тебіргенінде, башын көтіріп, не еттің бұлай, не қатам көрген едің дегенше, түз қанаматын бетіне тер чапқан мияла мұтқыз көзлерін açып қарады. Қамасын шығарып тұрғалай бір кесек мұрыққы болса да, ешкені бойнын тартып, им башына атқалай, бияғы бұқыбла өрлеп Құру қаяны шығыннан сұрада, әнді дорбында ашарға еті, ешерге суы, күйдірірге отыны болғанлыққа да, қарнына аш су бармай, қан жұммақ өскенше қайғысы өскеннен өсіп біреді. Қанамат қачқанлыққа, елде байдымат қалғанды. Қиямыт жаны шыққыншы қанаматын тапмаса да, елде тұрған Темірқаны жарлы үйіне артықлық жеттірмей қоймазлығын аңылы еді. Қалай болса да елге кіріп бір хапар біліп, аңа көретерге тыңнысыз болып тебіреді. Алай болса да елге күндізгі күн барса, кім болса да көріп, аннан шыққыншы, чыпчықны аубла тұтқанша тұтып, қаллы жауларына қуанч болуғын біліп мұруқ кетті. Бұ сағатта чыпчық болып барып елге қарап, қайтып келерге тапса, Қанамат дүнияны рысқысынан да бек сүйер еді. Аны мұратын аңылап қозуғанша, бірақ бойын қанатылы чық, қая жетіге қонып бір кесек жырлағалай, дағы да ұчып барып қаяны бір мүйішіне қонып, бияғы жырын Қанаматқа айланып жырлады. Чыпчықны халисіне көп қарап тұрып, екетеген жанына қайырып, күн қаматқан көзлерін сақлар үшін бір күн маңлайына тартып, ақыртын бұқыны бұтақларынан атлай түбіне түшіп, тірі атлап, ел таба айланып тәбіреді. Арлықтан қарасаң, Темірқаны үйі белі чаншқан қарт қатынша, ауып кетерге бір жанына мұққыр болғалай тұрады. Жамала да тұрғанды, алай болғалыққа топырақ баш үйіні жері ойыла да түше, оғары әкі мүйішінен күндіз жары құрады. Кечева ескі жау сүртілмеген арбача жырылдай ағач орындыққа сыртыңнан түшіп қарасаң, үй башына тешіклерінен қарап бір бөлек жұлдызны сынарға болады. Қар жаңғыр жауған кече, ағач орындықта жатқан адам, жаңғыр құртылача, шынтақылары шығып тұрған ескі ичірге жуырғанын үстіне жабып, үй башы тешіктен құйылған жаңғыр жібітмесін деп намазлық еткен ескі теке теріні үстіне қаплайды да алай жатады. Орындықтың түбінде де гардош құярға деп етілген ұллы ұру барды. Темірқа жатарыны аллыбла, туар баш теріден етілген екі чабырына жарақ салам салып, жараштырып, орындықны аллына салып алай жатады. Бүгін ертемлі қопқанында қарап чабырларын тапмай көп тентіреп, ойнайма деп кіштік түшірген болыр деп, Темірқа атлағаны сайын асқақ бұтында жиыра, гардош ұруға керіп чабырларын алай тапқанды. Ұруға қалай алай түштесі де, екінші зына шығарға мұрат етіп көпті ғаласланып күрешті. Алай болғалыққа бір аяғы бұла тырнақларға күрешкені бұла бош шығалмады. Қатын қайдаса қайырсыз бері кел деп қышырырға да күрешті. Алай болғалыққа Мөляхан әрттен бұла жұммақлыға су алырға кеткені бұла аннан бері қайтмағанды. Қараңғы мұку тиіс еткен ұруда қычыра әрігі болтырып, жаны саулай қабырға кірген адамша, ұрыны бір жанына таянып қалқырға күрешті. Алай болса да көзі қалқуға бара тебіреп, түбіне басқан аяғы ауруй тебіресе, секіріп қобады. Дағы да ауруған аяғы сарқып, яғылай қычырық етіп, қатынын шақыра тұрғалай, қолында бір табағы бұла, қолтығына уақ кір бұсқулыдан түйімшегі бұла, Мөляхан босағадан чабып кірді.
Жаратылғалы мені қол қиынымнан тоймаған бегежелле. Мені хақымы бермей қызған эйсегіз толы мүлкігізден қоры шығығыз деп, кімнен есе да көлі қалған болыр еді. Үйге кіргеннен сорада түп тапқада чойлыланы зыңғырдата, Темурқа аны тауышын ештіп қычырғынче кесі-кесіне сөйлеше тұрды. Қайдан қычыраса жашчықна атасы деп орын таба тебіргелей, дағы да түз алдынан бір қычырып, Темурқа қайда тұрғанын білдірді. Оумен жарлымен қарып не болғанды берінек түшкенсі деп орындық түбіне иіліп, ұруда тұрған еріне қарады. Сен судебна түлсе менен сору ала тұрмада орындықтан ары тартты, мені шығар деп қатынны қолынан тұтқалай бауырлана, ұрыны башына болғаны топырақ чұғы болып шықты. Насыбың алай болсын, ол көп кардошың ұру керекли, үшімей қалға еді, чабырларым ізлейме деп кергенме да, алай келмесең өліп сүймегелер бізге безішлік бола едім деп, мылы ұруда тұрғаны татыған болыр еді, чықырдата ағач орындыққа таянды. Мен де бұл сағатта жұммақлаға, желім аузлаға барып, иерген ұрчықларым елтіп келеме. Кімді болсын байға шаңған адамған алат болсын. Дүнияны саңа қазынасын қожасын әтер біз деп, бұлтырдан қалған жүлілерін иертіп, соқырға соқта тұрған шамайна маңа эки уч тарылы түйчік құйып, эки гырттам көгерген жықкіріп шылақ беріп қойғандыла. Бізден қарип болыр му? Ішлейсе де қиыныңы тапмайса, ішлемейсе де аштан өліп қалықса, қалы етерге білдігің жоқты. Эй қатын, сен бұл сағатта айтқан тары қоланы мен көргелі 2-20 жыл болады. Аллай бір заман бір адамның өміріді. Ол заманның ішінде мені жүрегім бір байдан жылынмағанды. Алаға ұрынған тоңыңызны қабырғасына құйрық жау сүрткен кебекті. Дұрқычыла бұл таш өзенге керіп, еліні жарлысыны үсіне мінгелей тұрадыла. Башыбызны атар бір жер болса, мұннан кеше күн демей қачып кетерге керекті. Ол мен жарлы жашчықны атасы, алай нечіге айтасы, атаманамы қабір топырағын атып қайры кетерік ме? Таш жалап тұрсам да жұртымда тұрырға сүйеме. Сен ауырғалы керекліне керексіздің де айтасы. Жұртыңнан шыққанны бөрі ашайды, алай айтма. Бір даямада атаңы топырағын сақла да тұр. Қиямытла жұммақла сау болсалала сен атаңы жанына бек жеңел саларла. Ала бізні кебік көплені етлерін ашап, терілерін киіп, артында бітте кестіріп өлтіргенділе. Мөлахан аннан ары сөздің тереніне кірерге сүймей, үй құллығына қарап тебіреді. Мөлаханны бұрныны жанына да қазан қара жағылып, какчық бұлғай тұрғалай, Темурқаланы қоншылары Таужан ешіктен башқын қаратып, Темурқаны от жағада көргенінде кірерге үй алып, Мөлаханын чақырды. Бір тапсыз заманымда келдің, Таужан какчық көмірсеп қалықты, сен үйге атла, мен жашчықны атасына хан салғыншы бері кірді олтыра тұр деп бармағын қыңыр етіп, бішкенін көрірге қақтан жалап, чойынны сынжырдан түшіріп, аяқ қашық қайғылы болды. Чойынчы қоттан түшкеллей Темурқаны бұтлары қызған болыр еді, түбіне салған ескі эшек жауырлықның артына тарта, Таужан таба айланып сорды. Сен де баш бітілей тас болып кетесе, қайда көрінмейсе, әкі қотыратта бір-бірін қашиды. Сен де бұлай бізні кебі қиылық жеткен жарлы қоншылаға кере тұрсаң не болдықты? Мен бұлай жын чуғаллы эшікке чығалмайма, жамағатта елдене қапар жүрейді. Тоба, мен ұлы көлілігімді жоқты, кіші біз бұла ғырмыр болғалы тейреге де көлім тартмай тұрған мансы. Эки жарлы бір-біріне бойын беріп тұрырға керекті. 9-10 жылыны бірге тұрып, сіз айырылып кеткеніңізге бек ұлы сейір болама. Алай болғалыққа ат басқанын жер біледі. Кімні жүрегінде не болғанын қайдан білген? Әнтті жарашырға керексіз. Ол сен аннан егені табып жашарығыз жоқты. Алай болса да жамағатта бізні башыбызға бұл қиямыт салған қиылыққан айтадыла. Байла қан кекерге елі. Ала миық түплерінен күлген болмаса, бізні кебек жарылыға тұрсынып та қарамайдыла. Сізні шегізіне эшіткен жарылыға ачық айтырға көл тапмайдыла, ансы ічлері қара күйеді. Кертес айтқаллары қатылалай құшмыш етелі, қиямытны жаны сау болып қанама тұтылмай байдыматын түрмеден идерлік түлдіде бол қапарла жүрейділе. Қиямытлаға жұмышқа жүрген қатылламаңа кесішіліктері бұла айттыла. Тышыр Усабини түрмеге ұрып тұрсақ, елде қайғы шығар деп қайғылы да болғандыла. Алай болса да байдыматын тұтсақ, қанамат қачып айланырға ейліғыр да қайтыр деген мұраттылы тұрадыла. Жаңы оны ұчуды дейділе. Мен ішібізге ауыз сүтке правленге барғанымда көрдім. Бір батық бұрын жергеншіле. Бұл сағат қадері қанамат ник тұтылмаған деп аяқларын қағып беймұрзаны орнында олтырған мұртазақны жаяғына бір аман ұрды дейле. Құрысулла бізнер кішілер біз хомуқтан өлелі. Кеслерін қайар еттен туғанға түйдірі тұрған болмаса, аны таяғынызына қайтар алмайлы.
Алай аны көріп төз алмай, қатын өлтіргенге қан жоқты дейді. Ол тоңыз қамқоттың ташын алып башын жарырға да бір тепіредім. Алай бұғалыққа күтті сүні қалач деп енді бұ жарлы елге бір қан жаумасын жаңыдан деп қойғанма. Бұ сағатқа дәрі сейір болып тыңлап тұрған Темурқа қашықны алып кесін ашарға жараштыра айтты. Бізні залімлі, бізні түптілерге жігіт болғалыққа кесілерінен залімге түбеселе жуаш болып қаладыла. Сені сөзің болып келген болырса, мен ауызланайым. Маңға қарамағызда сіз ішігізні етігіз деп Темурқа су қошылған айрамбыла какқа жарашты. Таужан ұялғаннан шынтақы жаулығы бұла чашларын бір жанына жаба жерге қарағалай айтты. Сіз бұл сағатта мені қайғылы түйілсіз. Алай болса да 9 жылыны бір үйіні ішінде чабір бір бізге ауру талау демегелей жашадық. Сен айтқанға қарар еді деп мұрат етейім. Бізні кіші есен бір ауыз жеттірсең еді. Қапарлаға қараймада ол да харам талақ салғанға соқыранғанша көреме. Алай бұғалыққа кесіп ашылап жұға айтқаны жоқты. Ашүгіле жеті еселе біз бұлай чачылып үйсіз күнсіз болып айлыңғалы толы бір жыл болады. Жашаулы бол, бияғында кесің жарашырға керексіз деп айттың. Аннан егесі аңға маңға да жоқты. Сіздер кішілі қаты көлі адамласыз. Мен өлі қалай есімді аны құлағына кере болмас, ол ары бері озып, аны жағасы кір болып, неде чепкенді жамауы қопқаны көрсем, жүрегім қиналғаннан тоқтап жама бейейім дегенше болама. Алай болғалық ол мені таба қарамай, қырым тауық жекесін көптіріп башыңышке қарап озып тевресе, башынан су құйылғанша болама да қалама. Таужан хапарын айтқан заманда Мөлехан көп жылланы Эрибла татыл жашағылары есіне түшіп, башқа қиынлықлар болса да Эрибла игі жашағанына жүрегі қуанып, енді де бір кесек таққа бармедің деп жұмышақ қарап Темурқанның төгерегіне айланды. Дайы кечім деп қолыны сырты бұла миықларын сүрте, алында өрге тұрып тұрған Мөлеханға жалаңған ағач аяқын ұзата айтты. Мен жаратылғалы кішіге келечі де болмағанма. Алай болса да мені ауыз желім саңа жарарық есе, жан темірге түбегеннен озмағалай, бұлай не кетіп айланасы деп жағасынан алып айтырма. Мөлехан қиырларында гүгіріккі сұратылары бұла жан жаулыққа, ағач аяққа теплеп кактан салып, чырмап, қиырына да емілген кір-шекер гіртіні түйіп, қазырлап, Таужаннан тіледі. Ол қан ішкелені қолына түшкен жарлы сәби маузына су алмағалы 2 күн болады. Мен барсам екібіз де жыларға болабыз да ол жұға шамайтта қалады. Мені мұртазақла сүңгіні көзіме тұтадыла да қыстайдыла да жіберелі. Мен көрінмейсем барсаң бір жұға ауызланыр меді деп көліме келеді. Дағы да не десең де мен анасы ма? Ары бері айтырығы бар есе де меннен ұялады да айтмайды. Жүрегіне түйілген бір заты бар есе саңға айтырмеді. Аннан қиылық көрмеген, бұ түйімчектің аңға бірелт деп Таужанға гүгіріккі сұратылы жан жаулық чырмалғанын ұзатты. Ала есшігі үстінде сөзге болып тұрғалай, Ибрахим үйге чабып керіп көзеңе сылжырады. Не затесе де жерге түшірген болыр еді, көзінде дұғар-дұғыр еттіріп бір кесек тұрғалай, бұл жар саламны қолтығына қысып, көзінен шығып, ешкілерін де қайтармай, анасы бұла Таужанның ортасы бұла сылжырап, арбазға шығып кетті. Таужанны ашырып үйге кіргенінде Мөлехан байдымат қиылыға, бұқара күн келгелі баман жашчық бері көрініп тас болып кеткен болмаса үйде тоқтамайды. Мұхаммад Амин әфенді де мен судан келе аллыма төбеп, ел бұла бір тарыққанды, жашығыз қаталы жашты дерске жүргенінде тоқтатқанды, кесінен тамадаға жуап етеді, қайырылып тоқтаған болмаса беті жібімейді, жашыны қолығызға алмасағыз жойылырға тәбіреген деп артықсыз да бек сені бойныңа салғанды. Мен айтқалыққа қорқмайды, сен ұрышмасаң болық күлді. Аманға үреніп, Құранны келамны білмейін қалдықты деп Темурқаға қарады. Темурқа аяғыны байлауын иттіл чапырақ бұла жаңғырта тұрғалай башын өрге тұтып айтты. Мені де кетче заманымда балақадан балағым қызғыншы сайын қачып, атам хайыпта түйіп ызыма қайтарып, жалға келтірген бұзоулы үйнегім беріп Құран шығартты. Мен аны оқығанлығыма, аяғыма чабур бауқысқаннан, адам ортасынан озғыншы бір тынышлық көрмей, ағашынан асып сызы тірменге қаққыч болыр дегенше, байланыс тауатларында сыртым тиген қоба, башым тиген оба болып байланғанма. Аны оқығанынан әсе бір жерге жараштырып аз көп болса да жал шығарырға қоярға керекті. Мен аннан сөйлейім, тартып бойнымы кессең да оқуым бошатмай ішке шығарлық түлме. Оқып адам болса, ол да бір межгітте жарашыр да, біздің де кесін де тұтар ансы жалға жүрген не қайыры барды, бір затты табарық түлді. Біздің тұқымымызда өмірінде әфенді шықмағанды.
Биздин жашыбыз да боллугу өтүрүктү. Андан эсе керексиз затларны жаншай турмада, бар да жуммак була сүйлөш да, не болса да ары мал кыйырына жараштыр. Не десең де жуммак байеси да кеси алгын жарылылык була келген адамды. Кыямытларчы жылан боллук болмас. Ал көзүдө көп кайыр этмесе да жашлыктан ишке чыныгыр, малны халисин билир. Бузол тыйырга жараса да бизге ол да хайырды. Кой, бир-эки да айтма, жуммаклага уруна мен түнкеми таусганма, гыбыр халисиз адамланы колларына мен сабийими бер аллык түйүлмө деп Мөйлахан челектерин дыңгырдата суу алырга чыгып кетти. Зыккыл көнчеги эңишке түшү да аны тарта. Бир колу булада бурунчугун жеңине сүрте, Ибрахим терстен үйүнө жортуп кирди. Кыйырлары кобузча бүгүлген бир канаты да сынган кирап тейген буку тапка чыкка сала анасына: «Атам качан келдикти?» деп сорду. Аңга жооп берерге анасынын заманы жок эди. Кимнесе да кой терилерин жалга алып, эр агач була илей тура эди. Бир кезек замандан белин өргө султуп, бир колу булада билек агачка таяна Мөйлахан жооп этти. Таш айткан күгүрүк кышырган кертесе бүгүн бүгүчө келеди деп турамы? Бүгүн Шабайды кызы келип таш салган эди да, ол бу сагатчыктан атагыз келмесе экинчи мен ташка карамам деп кеткенди. Анам, сен атам атын айтмай нек жашыраса, сен Темурка дегиликке не болукту? Кет дейли жаш, сен нени билесиң, мен эр киши биздин атын айтсам тиштерим ауырыйдыла. Тур сен жаман, кесиңи карт күн этип былайда кырылдай турма да, баш тапкадаяк түбүндө курмач барды, аны алдаша. Атаң келгенче курмаш чырнабла кечинмесек мурдөөчүгүбүз таусулады, тирмеңел тирге калмаганды. Кабарыкнатын эшиткеле Ибрахим секирип турду. Сора тапкада кир аяга кашчыкта эрлай курмашыны алып, кумда чартылаган нартүклөдөн аузун толтуруп, амма жүккө текелип биягылай анасынын катына чөктү. Жашчыктын колунда нартүк бүртүклени эслеп, улуу сары кукуруклары дагы да 3 козлаган тауклары да анызынан жашчыкка өшүн уруш эте, аякка узалырга мурат этип Ибрахимдин төгөрөгүнө басындыла. Сары кукурукку кесин өктем этип калган тауклардан эсе алга барырга күрөшө эди. Алай болгонлукка Ибрахим аны таба колу була силкелей, өктемлигин унутуп, артына качып, сиз да барыгыз алга дегенче таукланы бирен-бирен бурну була уруп кычырты эди. Дерстен ач болуп келген Ибрахимдин курмашыны кесин аузуна куйган болмаса, тауклага берир акылы жок эди. Ак чартылаган нартүклени агач аяктан Ибрахимдин аузуна жеңил барганларын көрүп, не болса да бир көрөйүк дегенче дагы да биягы тауклар жерде бир түк излегенче текелип жерге узала да бири-бирине карай биягылай Ибрахимдин агач аягына жугуп кирдиле. Алай болгон үчүн аяктын ичинде калган 2-3 бүртүк Ибрахимдин аузуна түшкөнүн эслеп, көллери калганча бурунлары була колтук түплөрүн кашый бир жанына жаллап кеттиле. Бир кесек тургалай кукурукку Ибрахимге разы болмаганын билдиргенче, эшик алдында нарат томурауга минип үйгө айланып 3 кере кычырды. Шабайды кыз айткан эсине түшүп, Мөйлахан керти көлү була кубанып ишин да коюп, хайыр капар айт деп жолго карарга эшикке чапты. Алай болгонлукка колу була көздөрүнө не кадар көлөк кетип кара десе да, Темурканы келип көрмөдү. Кукуруккунун кычырганын жүрөгүнө себеплик танып, энте бир кере кычырыр меди деп, эшик артында улак капчыктан уучу була бир нартүк алып, кукурукка тежейрек тауклага да атты. Мөйлахан босагада өргө сүйөлүп саклаганлыкка, нартүктөн тойгон кукурукку бир да кычырыр көллү болмай, таук бөлөгүн да ызынан тизип, бүсүрөксүз багуш казарга кетти. Мөйлахандын кубанч эткени да соругуп, кара бүйдө Ибрахимди көрмөгенинде, ол сагатта жашчык дерсин коюп ойнарга качып кеткенин эследи. Бу затка жүрөгү разы болмаса да, калган замандача Ибрахимдин излерге бармады. Алай болса да ачуулуу болгонун таната. Токта, таң бир келсин, мен сени кабыңа жыйдырырман, сен энди кала күт жайланып тебиргенсе деп кесе алдына сүйлөшө, үйгө ташайды. Жумшак жүрөклүү, жашын бек сүйгөн Мөйлахан башка заманда бу затлан айтырык да болмаз эди. Бүгүнө ташта да чыгып, таук да кычырып, Темурканы келмегени Мөйлаханга ачуу тийип, мыдак эткен эди. Ол себептен ачуун кимден болса да алырга керек боло эди. Темурка кыяматка жыл-жалга жарашып кеткеле жыл була 2 ай озган эди. Ол кеткеле Мөйлахан аны жалынан жалыңыз бир челек айран була, бир как кабырга болмаса жук көрмөгенди. Жыл була 2 айны жашында кесинде бай үйлөдөн иш алып, кимге жамчы этерге, кимге урчу кыйырырге, кимге отери илерге күрөшүп башларын алай батутадыла. Ол замандын ичинде Мөйлахан тапканчыгын Ибрахимге каптырып, кеси көп кечени ашлай жатканды. Жашчыгы ач болуп көзүнө караса жүрөгү такыр болуп, көп заманына көз сууларында төккенди.
Бузатланы сынап, эрин аллына караганы бир да сейир түйүлдү. Мөлахан каты иштей турганлай. Жашчыктын жылаган табышы узакта козум акырган табыш келгенче кулагына келди. Алай болганлыкка барып карарга деберге турганлай. Жаңгыр тубан чегет тупурланы басканча башын сагыш басты да барырга унутту да койду. Дагы да бир кезек заман кеткенлей биягылай жашчыктын жылаган табышы ачык келгенин эшиткенлей огары жел уруп тубанны чачканча сагышлары чачылып, Мөлахан ишин коюп эшикке чапты. Арбазны артында жылаган табышланы эшитип келип караганында Ибрахим аркау агачны тышына чыккан кыйырына капланып жылай тур эди. Нек жылайсы Ибрахим, не болгонду деп анасы койнуна алды. Алай болганлыкка анасы не кадар берек эркелетсе, Ибрахим о кадар бек жылап бар эди. Үйгө келип жүрөгүн бир кесек басканында Ибрахим капарын айтты. Алай болгонду. Үйдөн кеткенде Ибрахим соктан өгөлөрүнө кошулуп ойнарга барганды. Ашык ойнай тебрегенди да пайга саларга Ибрахимдин ашыклары болмаганды. Дилегенинде ахиликке түкүлүп койгон болмаса, киши ашык берерге унамаганды. Ашык ойноп бошагандан sonra сабиле жыйылып, хунага минип, кимни көп малы болгонунан капар айтып тебрегендиле. Былайга жыйылган сабиледен кыямытны уланынан тууган оңлу болганды. Ол себептен алчылык ол этип турганды. Ол сабиле яла айтканды. Хар ким айтышайык да, кимдин аз малы бар эсе, ол көп малы болганы сыртына минип, кардош пачкаланы ол бир жанына дерелтирге керекти. Кимни көп малы болганы белгили болгандан sonra, көп маллары болганла аз маллары не да маллары болмаган сабилени сыртларына мингендиле. Кыямытны уланынан тууган Ибрахимдин атасы да бизде жалдады, мен анын сыртына минерикми деп тебирегенди. Алай болганлыкка Ибрахим миндирирге унамаганды. Ол миндирирге унамаганында жылы да бою да улуу болган себебинен Ибрахимни түбүнө салып аяусуз этип ашкы түйгенди. Улан алай түйө турганлай озуп бара Ибрахим менен коншулары өмүрү жалдан чыкмаган канамат көргенди. Чабып жеткенди да Ибрахим нарю айтып үйгө ашырганды. Төгерегине карап киши көрмөгенинде кыямыттын уланынан тууганны хайда алганды да ашкы кундуз элеуин бергенди. Бу кабарга тыңлады да Мөлахан бир бөлөк саманына аксынып, жашчыктын башынан сылаган болмаса, Ибрахимге этилген артыклыкны зына кайтарыр зат айтмады. Туруги жаш. Көлегиңи тешип бир жамайман сүсүңнен тешип калады. Анам, мени түйгөн үчүн сен далхаттын анасына барып неге урушмайсың? Кой балам, кой, алага ким катылады? Анасы жер жалаган эл алдаган бир катынды. Аман адам этегиңен тутса этегиңин кес да кач деп сөз барды. Сен аллайлана сабилери ойнай турма. Анасына айтканына асыры разы болмады Ибрахим. Алай болса да канамат далхаттын түйгөнү көзүнө көрүнүп, анасына жооп этмей, жеңини жылтырганы була көзлөрүн сүртүп, жеңил бурнун тарта токтады. Тал суула миң жылланы таймай келгенлериче, өзөн-өзөндөн кулакла сайын ашыгып чапканча, абын сүрүн этип бири-бирисине калана, жел сызгырган табыш эте эңишке куюлуп түшүп, сора улуу өзөндө дагы да бири-бирлерине кошулуп, кар кетмеген суук табыладан чыгып деңизге жетип куюлурга ашыгыш келедиле. Элдин ичине кирсең, алгы бурун кулагыңа келген табышла кобан сууну, аны кибик жел уруп, нарат терекленип чайкалган табышларды. Не кадар сак тыңласаң да, аланы табышларын бири-биринен айырып, таныялык түйүлсө. Мейгеректен карасаң, топурак башлы үйлөнө ожаклары, аузлары көккө ачылып, жаңы атылып бошап түтүллөрү чыга турган аскер топлага ушайдыла. Байрак адам өлген болур, муадзин жанын канында аямай, минараланы 6 тешигинен да башын чыгарып, бек көп салак тартады. Салахны эшиткенлей жолда кетип барган бир катын, жашчыгын бек сүйгөнүн билдире төгерегине карап, бир атналны орамнан алып, аузуна сугуп сабийини тишлери була каптырды. Аны көрүп бир кабым катында өлүмдөн сакылар үчүн темир каптырарга кадалып сабийлерин арбазла сайын кышырып излейдиле. Тау элледе салах тартылган, не да ол адам бу адам өлдү деп эшитселе, алгы бүрүн бүтөө санлары була, үсү була шыбыла чырак барганча калтырайдыла. Ол көзү кеткенлей такыр дүйнө, жалган дүйнө барыбыз боллукта алайды деп тарыгып тебирейдиле. Андан ары ол өлгенни эткен ишлерин санап тебирейдиле. Катларында өлгенни жуукларынан адам болмаса, сөзнү арты, ой колай адам түледи, алай кесеткен ахыратта кес көрүр деп бошалады.
Қатынланы bir кавымы сөзіні арты бошалғыншы да, кімні табанын қаплаган чарғы түші, кімні асыра шыққаннан чоқы чачыла, хапар жеттірерге елге жайладыла. Алай болғалыққа жолда чоқларын түзеті, габаш чарықларын қапларға күреші, не да жеңіл түшерге қалсыла, аланы да қолға айланадыла. Қалай болса да елде кім өлгенін бұ тұқым түшіруланы күшінен, құрып у елден сұрада, қалған қоншы елде да біледілі. Аны үшін хапар оқ атылғанша атылады деп сөз барды. Тышынан келген адамында таш күбірге түшкенше болады. Өзен ұллы өзен болмағалай 4 жаны ұллы тауладыла. Içinde туып жашағалламынан шығып башқа жерге барсала, қайресі да бір ұзақ жерге жеттік деп, енді зыбызғы өзені бізге бір түшке едік деп жүреклері қорқулы болғалай тұрады. Bir қауым адамны өзеннен шықмай қарт болғаны да аны үшін болыр. Көзу намаз бошалған болыр, халық мешкетіне арбазынан шығып келеді. Қойланер кешлері алда барғанша, алларында афенди, аны сол жанында еліні старшынасы чайқалып келеділі. Афенди көге басыбла қолында сары мінчақлары, кесіні де көзлері толысы бұла açılмай еңішке қарап келеді. Алай болғалыққа көзлерін не кең ашқаннан еседе бек көреді. Қаты бұла ұзақ болмай сабичікні қолынан тұтып бір сидам түшірі озғанында, ызына бұрылып, муадзинні чақырған сылтау бұла сидам қатынның ызынан талай заманны жіті қарады. Афенди еңішке қарағалай қарзатында игі көргені аннан белгілі болады. Старшынан езетесе де бір сейір хапар айта болыр еді, ол айтып сөз арасында қолын сілккені сайын Афендіні башын қалтыраты еді. Бұ хапарчы гымықсақал қартыны старшына не де бір ұлы онаучы болғанын сормағалай кімді танырық еді. Қап қара бұхар бүркі, ұлы алтын пычағы, алтын қамасы, аны кевигаллай белі бау, героху, алтын хазырлары, имбашында жим-жим жылтырай пагонлары, көкірегінде де бір бөлек медаллары, ол атлағаны сайын ала да сағатны маятниге чачай қалып зыңырда еділі. Қараған адамны бұ арық қар кішічік бұ қадар қазнаны қалай көтіріп жүрүйді деп көліне келді еді. Таб адамланы ол мұратларына жауап еткенше, ұлы бычағын тешіп ызынан келген құллықчысына берді. Ол да алтын бычақны 2 қолы бұла тұтқалай. Мияла сауытшы буалады деп қорыққанша, ит иесіні ызынан барғанша, ызынан тағылып мүйіштен ташай. Елді адамла қалған замандача болмай еңішке проблем таба көп сарықтыла. Мүйішледе қатылла қолларын сілкеп, бір-бірлеріне хапар айта еділі. Алай айтқаннан озған адам қиырын ұчын аңыларға болы еді. Келгенді, прустоп көп нөгерлері бұла, қиямыт жуа бетерік болыр, қайнайды ел бағасы кіші. Ұлы правлен арбазыны иче адамнан тықтықлама толу, араларында стол, аны сүнде бұдай өтмек бұла тұз. Мыртазақла өрген ішке жеңіл чабадыла. Ұлы бычақлары бұла бір атылла да кішіге тұрсынып та бұрылмай, картузларыны түбінен ерініп 4 жалларына қарайдыла. Bir zamanda eki mırtazak kelip basınıp turgan halkını eki jarıp, jol açıp ullu bıçaklarını çıgarıp, ekisi de jolunu eki janına örge süyüldile. Uzaymay bir kesek turgallay. Üyden böçke töngürep çıkkança kartozu bula bir mıyıklı semiz adam çıktı. Köküregi medaldan krestten tolup, anızından da elini starşınası bir mırza, tamada Efendi Muhammed Amin, dağı da tayakka tayana elini en bayı kıyamıt keldi. El jıyılganda köp turmayın Prustup nögörleri bula faytonuna minip, starşına da birgesine kıyamıtlağa konakka kettile. Ertte zamandan beri elde adet alaydı. Ulun oğuçu kelse ol kıyamıtlağa barmay başka adamga barmaydı. El jıyılgandan çaçılıp bara, adamla har biri körgen eşitken zatların birbirlerine ayte yedile. Algınıdan da kişten kutulgan ek. Entte kelgendi bir karnına 5 luanıkını salsan da sıyınlıktı. Teyri jasaklarını üstünden bek katı söyleşti. Haziretle bir geçe kelmesele üydegilerin joyarıkma deydi. Koy anı kivik bir köncek sizden tuğanlımı körgenbiz. Toxtamasa biz anı bu sözünü eşitip bir altın kama buhar börklü aytılgan zatqa razı bolmağanın közlerin erişi burş etkeni bula tanıttı. Alay boğalıqqa kesi janından söz koşkanı bolmadı. Bir zamanda tarx dep kıyamıtını üyü tabadan hars çıktı. Mında toyga kararga uwa kullu da bek süyedi. Ol sebepten hars tavuş çıkkan janına köp adam barады. Alan içinde 100 jıl bolgan kartla sabileni kollarından tutup, eteklerin jiya katılla, koştan жаңы түшкөн temir betli çepkelleri bula, ak kaptallı, jelkeleri jülüngen jaşla baradılı. Beli bauların tüzetkenlerine, börklerin kağıp sılağallarına göre, ala da bir eşeksiz toyga baradılı.
Картла тойга кеслери казына кошулмасала да, үй башында олтуруп карасала, алган заманларын эске түшүрүүгө болады. Андан sonra да бир бөлөк карт бирге жыйылып олтурсала, ар ким көрген, эшткен затын айтып жүрөгүн кандырады, эриккени кетеди. Не десең да карт адамла бирге жыйылып лахор этерге бек сүйөдү эле. Тойга жашла картла чаба бармайдыла. Аланы асламысы тайма элди айланган кабылелени бир жанына чыгарсам, кошта 1-2 жыл туруп келгенди. Тойда карап кыз сайларыкты. Кыз сайларыкты деген затын терс аңларга да керек түйүлдү. Ол жашланы бири кызны көрүп аны сүйгенликке, кыз аны атасына, анасына иги көрүнмесе, жаш ол кызны алган огуйсың, кесини желкесин калай көрмейсен, алай көрмөй калдыпты. Жашауда ата-ана була жаш кызга бир көздөн карамайдыла. Асламысына жаш чырайлыны, арю сүйеклиники халиси болгонун жаратады. Ана ата алгы бурун куйругу жалы кайданды, кыздын харакети көпмүдү, тынч адаммыды деп бу жанынан кулак тигедили. Калай алай болса да, жашла тойга бал чибилле көккө ханска басынганча басынадыла. Бүгүн да тойга ар ким кесин түзете барады. Ол адамланы көзлерине не бек карасаң да, не сагыш эткенлерин, кимдин не кайгысы болгонун окуялык түйүлсө. Кыямат бай киши болса да, үйү алай кирсиз түйүлдү. Алай болганлыкка кабыргада катапа күйүслө, бөрү тыйын толла, тапка узуну көп сыйлы мияла сауыт, үйүнүн кереклисинде эслетмейдиле. Кыяматны эртеден бери адетиндеди. Конак үйү ол кеси аңа отоо дейди. Конак келген көзүдө болмаса бир жанын ичине жибермейди. Кирит салып ачкычын мынчак бауга тагыбалай жүрдеди. Ол алай таймай адам жашамагандан болур. Конак үйдө жаңы кирген адам бурнуна мылым укут тый сурады. Ол себептен үйгө киргенлегине апанасы дух бүркүлген ак кол жаудугун бурнунан жаллатмайды. Орусуноочу конаклабыла бир кабыргадан көзлөрүн алмай карайдыла. Кертиси да низат жоктан да түрлүү ишленип алтын камала, күмүш, алтын салынган улуп чакла, алтын була жасалып эски тауш кокла, пил сүйекли алтын салынып шкок, от куйган мүйүзле, бөрү тыйын толла. Бир кабыргада да лаудан чепкелле алтын түйме, камар, ока жасалып лаудан капталла. Орундук башында да бир тизгин болуп жаңы эски да бар, ич кийимле. Аланы башларында төгөрегине дарий жабуу жиберилип Николай патшахтын сураты. Түз столдун алдында үйдегиси була түрк патшахтын сураты. Карт кыямат үйүрүнө көп мал харекет жыйганды. Нечик жыймас, куру старшина болуп 10-15 жылны турганды. Даверна болуп элини козусуз койсуз этип 9-10 жылны турганды. Аны үстүнө аны кой кошларында өмүрлөрү түгенип нелле бир жарлык хаксыз кысталганды. Булай болсун деп кыямат таягын жерге какса, аңа кайтарып киши жооп эте алмаганды. Энди да карт болгон эсе да кесине хайыр түшөр ишке сибиркке чайланады. Орусуноочула кыямат үйдө заманда көллөрүнө келген затланы тартынып бири-бирине айта алмай турдула. Кыямат эшикке чыккалай, бир жука кыңыр түксүз башы, кар тауча кара, гида балтача улуу бурнунда көксүл көзлүктөнү өргөн ишке тарта, апанаска жетмейсе да андан кичерээк оноочу болур эди. Ол сөгүп башлады. Сен, Федор Иванович, калай төзүп турасың? Бу азият ийистен мени кусарым келеди. Мен бу эшекке була бир ыйыктан көп тура алмаз эдим. Буланы барашкалары болмаса өзөллөрүнө да кирмез эдим. Нөгери барашка деген сөзүн сагынгалай апанас көзчүклөрүн жумуп, жаякларын жеңил кымылдатты. Бир шексиз ол сагатта аны бурнуна бишкен этеги суруп, көзүнө бишкен козуну эти ашлауда көрүнүп, ауыз суулары келгени аны үчүн болгонду. Коз этини кобуста була биширип, татран тузлук чагы башасаң, алында да рюмка чыкын тартсаң, калай аламат болады. Дагы да булада ариян деп бир зат барды. Ол ашарыктан хапар айтканы сайын апанасын жаяклары жеңил кымылдап, аягы жер тутмай тебиреди. Чабып барып терезеден да карай эди. Алай болгонлукка канттын ийисин эшиткен болмаса тепси келип көрмөгенинде колун силкип, кабыргада суратлыгы карарга бурулду. Апанас былай кел деп нөгөрүн чакырып. Көрөм сөбөшекли православный патшахтын суратын эски чкөнчеклени катына тагып, кестерини азиат патшахларын столну катына таккандыла. Апанасын нөгөрү кеңинен огуна бурнунда көздүклөрүн түзөтө келип, апанас айтканын көргөнүндө койнуна от түшкөнчө дыгалас этип тебиреди. Алтын жүзүклөрү болгон бармакларын көзү кысып чыкырдата, өргөн ишке жеңил жүрүп ала айтты. Кетерге керекти буйден. Православный патшах Самаркау болгон жерде мен туралык күлмө, Федор Иванович, тур булайдан корайык, бу карт эшектинде ак калага жол салыр четерге керекти.
Апанасыны боғырдағы кийік түктен толған ат черни көпчегиче чығып, күлгеннен гитче хымыл көзчүклері içine taşayıp, орын etken zamanda қатылла қу жастықны сілккенче быдыры қалтырай келіп, нөгеріні сыртынан қақты. Сен хайуан адам көреме, мен нақырды етеме, қарт қиямыт кесіні православный патшахын чын толоғы сеңелтіп қыбылаға да таққанды, көремсі суратын төгерегіне да дари жабу жайылғанды, түрік патшах хава ол сыйны да етмегенді. Sen korkma, men körgen kıyamet pravoslavный patşah üçün canım berlikti. Fyodor Ivanoviç alı ise hiç könçeklerini patşahны katına nek taqqandıla. Dağlada da talaydı könçek kölege ayırmay tapqalların kavırgağa tağadıla. Bula bu xaparga bulup turgallay, eşik jarta açılıp tütün ete saxanны kıyırı qaradı. Aneslegelley ekisi de kolların uğup, üyde örge blinişke jengil жүріп тебреділе. Қарап қарағыншы қиямытны жұмысшылары уллу столны ашарықтан içerikten толтырдыла. Столға тобақла сүйелгенше арақы чағыр шишала тізілділе. Аланы эслеп апанасының нөгері көзіні қиыры бұла столға да қарап, нейсі де бір жырны мұрылдап тебіреді, қычыллабла арт сахан келгелей, қиямыт анызынан беймірза, мұртазақ нөгерлері бұла кірділе. Апанас бұла нөгеріні шишалабла қозу етке жүреклері алай тартқан болыр еді. Кеші олтур деген чөчөгіп, қолларына керекли сауытны кезлікні алып hazırlandыла. Патшахны аназынан қонақланы саулықларына тамақтан бір-екі рюмка тегелегенінде, қауымыны да тіллері açıldı. Апанас әрніне бұрнына да жау жағып, шорпа башы жалаған кіштікче, теші ауырып көпкенче лоқымнан да уыртын толтырғалдай айтты. Мен көп жерді айланғанма, алай болса да қиямытны барашкасынан еге қант бір да көрмегенме. Тартайық барашканы саулығын деп, бір чілдейақ рюмканы белінен буды. Рюмканы түплері көкке айланып столға салынғанларында, қиямытны көзі әшік артында тұрған мұртазақланы біріне жетті. Ол қиыллы киче адам болыр еді. Кеше слеваңа рюмка тегімді етме кесітілерге де ұялып, ол тұрғаллана ауызларына рюмка барса ол да шыдай алмай кеңке байталча тепчілдеп тұр еді. Аналай көріп қиямыт сақалына шарып чақырды. Ал жаш не затесеңді ол простойчуқтан құйда тарт, деп тегімге де бөрек жартын ұзатты. Аманнан туған, тамада тегім етсе ки қолың бұлала тұр деп беймірза мұртазаққа бармағын сілкіп жанды. Қиямыт қараңғырақ адам болса да, елде эм хиля, дұрқучу адамланы эм башларыны береді. Ол өмірінде кесіне хайыр келмезлік бір ішке қатышмағанды. Орамда түбесе де жүк үзмезлік адамыны салам бергеніне де қазына жауап етмейді. Қызғаншылығы да аны кебек бір адамны қолынан келмесче алай бек қол адамды. 2-3 мин қойдан мал харам болса, аны сүрүүчү жалчыларына ашадып, халал өлген малыны қоштан қораттырып, базарда саттырып тұрады. Гыржыңа көп ұн қорайды деп, қошта ол болған кече білямық болмаса, гыржын еттірерге ұнамайды. Жүн берірге деп кесамат етіп жараштырған жалчыларына, жалларын берір заманда жүн жоп бұланы ішінде мамуқларын жыртып, ішлеріне қой чақмақланы құйып толтырып алай беріп тұрғанды. Эртерек қиямытта жалда тұрған жалчылары бір ауыздан алай айтейділе. Кесіні маллары стауатқа сыйынмай тұрғалай. Кече башқа сүруледен мал ұрлатып, қапқын қазан еттіріп тұрғанды. Прустоп келгенінде башына хайыр алырға есіне түшті. Көптен бер ұзақ болмай, аңа қоншы жашаған қанамат деп бір жалчы жашны көріп болмайды. Аны алай ерші көргенінде мағанасы алайды. Қанамат аңа түбеген жерде келіп қалғалла, чеки қолыбла қолын тұтып тыншылық әселік сормайды. Бір жолда қиямытны кіші жашы күз жалынан бір түменіне тыйғанында, аңа сенек бұла чабып, стауаттан бір қона жүнні сүріп кеткенді. Арт көзуде де Темірханы жашы үшін уланынан туғанны түйгенді. Бұзатыла барысы да қиямытны жүрегін таш басқанша басып тұрғандыла. Енді дерт қайтарырға тап көзу келгенінде, аны чықындырып қоярға сүймейді. Кефлі да болғанды, алай болса да Прустопқа тіл етіп, қанамат тұтылып, аны қолына аяғына темір бұғау салынып, жуықлар да қышырық қақа ете тұрғандылай, стражниклі бычақларын шығарып сүрліктері көзіне көрініп, аңға жүрегі қуанып, 3 кере сақалын сылап, тамағын айрулап, ұзалып апанасыны білеген бай етіп айтты. Мен саңа құрман болайым, сен мені бағалы қонағым. Атам Хариб Дорс патшаға көп заманны түз ішлегенді. Мен де өлгінші аны чұрығы басқан жерге құрман садаға бұғалдай кетерік ме? Деп құшақлар мұратта Прустоптың нөгері таба бұрылды. Алай болғалыққа аны асыр оң бұға санамай, табақта жауырыңна ұзалды. Қиямыт там бұла дерт жеттірлігіне де қуанып, қарт адамын тартқаншығы да егі жылытқан болыр еді. Секіріп қобып орындыққа мініп, сұратлада патшақны екі аяғын бай етіп
Апанас катын долтуруп турган нүгөрүнү кабыргасынан түрттү. Алай болгалыкка аны башы эңишке салынып, силегелери келе турган болмаса казына сөз аңлар каруу калмай, бурну булай бир табышланып чыгарды. Агак, агак. Апанас бармакларын бүгүп кабыргасынан игге адамча түрткенинде, төбөн эрнинде өргө жыя алмай башын көтөрдү. Карачы, сен кыямат патшахтын калай сүйгенин. Ол иги жүрөги болгон кишиди. Мунуча патшахын алайбек сүйгөнкө борсулунда тапмазса. Азият ийсетеді түрк солтан барашка хорош калсон фүсит деген болмаса Апанастын нөгерини башка каруу калмады. Кыямат жол ачканын тааныганында Биймырзаны да көзү башы була чакырып, Апанастын кулагына жуук барып, көлүнө келген затын төгүп тебиреди. Биз элде канамат деп бир тыгырыксыз хашкен барды. Ол не картны, не афендини сыйын көрмейди. Бир жолда патшах хамалла сүйлөшкенин кесим кулагым бул эшиткенми, кеси да ташты дишлеген бир басяклага тагылып, ала-була кушмушла жүртеди. Алтын этегиңе башым конакта, аны мындан корат, ол мында болуп башын туткан таулуга жашау жокту. Маңыйнан мыгаллык этейсиң, ма Биймырзага сор, ол аны саңа жезин ачар. Мыртазакла эштмесиле деп Биймырза аузуну төгерегиндей колу була жабып, Апанастын кулагына: "Бизни көрүп болмайды, корарга тыйынчлы адамды" деп шыбырдады. Апанас кишти кетни көрүп мыйыкларын чүйүргенче, жабагы бетли мыйыкларын чүйүрүп, незетесе да Биймырзаны кулагына бир затты шыбырдады. Ол аңа кыяматка жаралуу зат айта болур эди. Кыямат бери жумушчула таба айланып, 3 кереде тамагын арюлап, сакалын да сылай, сагаттан закускага тузлук баш аяк келтирерге жумуш эткен жашлага буйрук берди. Тарк деген харс табыш алымчыны кычырыгы "Ой Махмуд тутмагыңды" деген кулакка келерге калганында, конакла туруп ары бери аба, бишкен чүгүндүрлече кызара тойга чыктыла. Уллар баз адамнан толуду. Арбазга сыйынмаган кавымда үйүнү эмде аны бир жанында эски баунун башына минип карайдыла. Арбаздын ортасында той кызуу барады. Койла үркүп чалмаңга кысылганча кызла да кабыргага кысылып турадыла. Жаңызга барган заманда тепсеген жерлери кой атылган үзгөрече тар болганды. Адам көп басынган жерде кимде карап тепсегенни аяп бүккөнүн көрүүгө сүйөдү. Har kimге да тап болуп карарга орун табылмай, бири-бирин түртө да алга атлай тепсер жер аз болуп калганды. Алымчы бир улут аякында алып, аны бул адамлан аякларын сызып да күрөшеди. Алай болгалыкка таяк аягын ачыткан амма жуккете да бир жанына жаллай, калганлоо бир кесек артка ыктырылганлыкка дагы да бири-бирин ышыра, төгөрөкнү биягыллай тар этедиле. Жаңызга баруу бошалып, андан Аскакка барууга көчкөнлөрүндө тепсер жер эркин болду. Эрик мейтау адам тойда көп турады. Бу куру бир тартуу була өргөн ишке барганын не сейирлиги барды деп тышынан карап көргөн адамдын көлүнө келерге да болур. Алай болганлыкка башка оюн болмаган жерде той да иги көрүнөдү. Тойну түз башынан карап жоп-пучук болуп, ожак жанында аслам катын олтурадыла. Чөгөлөп турадыла деген болмаса, алага олтурадыла дерге да жарарык түйүлдү. Адам таанымасын деп эте болурла, бетлерин жабып, көзлөрү болмаса жуклары көрүнмөйдү. Буруңу картла, агач калаңаллада олтурадыла. Тепсерге катышмаганлыкка аланы кими келин сайларга, кими да түз карап көзүн ачарга келгенди. Ала тепсегенлиге бирер чурум табадыла. Ала барсы да бир ауыздан жараткан, аз адам тепсейди. Тойда тепсемей, таймай хар суруп турганда бир кавым барды. Алага киши хак бермейди. Алымчы күнүн арасында керсаканчыкта хычын сыңгалладан каптырса да, башка тапкан затлары жокту. Аланы бири казына тепсеп көрмөссе. Кайсы болса да хар сургандан эргип тепсерге чыкса, алтын түйме алаудан чепкен кызла бурулларын чүйүрген болмаса, ала бу тепсерге унамайдыла. Салам күлтекибик зыккыллары салына, кыз чыккынчы кызара агара тойнун арасында турады. Не алактай чепкелли кызланы бири чыгып аны бул тепсеп кетеди, не да тепсерге кыз жеңил чыкмаса, арты була жаллап, аксынып, кызарган тобукларын жаба, биягы хар сурууга жарашып чөгүп калады. Темир бетли чепкелли, алтын камалы, бухар бөрктүү жаш чыкса, тепсерге не кобузчу, не да окабаш кызланы бири чыгады. Ол тепсеп тебиргели аны башына тутуп кагытла жерленген герохланы атадыла. Чарх-чарх деп харсчыла да өргө кобуп, харсыны кызуу келтиредиле. Алымчы да чычканны мараган киштикче алтын камалыдан бир кыл үзөргө азыр болуп турады. Ол тепсеп бошап бир жанына чыгарга кызны тыйып алымчы кычырады. Охахай азамат тутмагыңды. Алтын камалы төгөрөктен да чыкмагалай. Жастык кибик бир бочкадан патчахны
сураты болгон бир улуу карауыз кагытны алымчыга узатады. Карауыз кагытны башында тутканлай алымчы саулай тойуну төгерегине айланады. Ох, ахай, жамагат, бу 10 түмеллик кагытны азамат берди. Не көп берсе да, алтын камалы алымчыга не 2 шай, андан озса бир апас береді. Карауыз кагыт тойуну башына төгерек айлангандан sonra биягы базык ачкорунга кереді. Келедиле деп бир заманда адамла бир-бирлерин түртүп тебиредиле. Керти алларында ары бери апанас, Беймырза да аны улуу алтын бычагын колуна алып, кыямытта камиш кулоч таягын жерге кага, келип тойуну кыйырында жумушак шындиклеге олтурдула. Канамат бейнегерни кулагына шыбырдады. Ой, аланиги сагана апанасча семиз болуп кашта бир кесер эди, аяусуз куру карын жабы бир жылга болдук эди. Кайнайды, жеткен жеринде анча айлансаң сен да болор эдиң семиз. Ол мени була жайлыкта жаңыз бир экни чалкы туткой эди, аны карындан не калса да көрүр эдиң. Бейнегер ала бизге чалкы туттурулкулансы, кеслери колларын суук сууга тийирир акыллары да жокту. Картчыга теректин үстүнө конуп, кайсы чыпчыкны буайым деп мараганча, Апанас да 2 көзүн айырмай кызлага карай эди. Алымчы апанасын төгерегине 1-2 айланып, тепсеп барып кызладан үстү алай колай түйүледи. Алай болса да эмарю бек жаш кызчыкны буунунан тутуп, "О, багалы сыйлы конагыбыз Апанас, тутмагыңды жүгүс хан" деп кычырды. Кызчыкны эслегеле Апанас Беймырзаны кулагына незет эсе да бир затны шыбырдап, ол да башын ашкы деген муратта силкти. Туры жаш Ибрахим, от кармалып калгынча 1-2 жарка сал, Байдымат башын жуарга суа сарыкты. Башын жуарга се турсун да кеси салсын. Тели жаш, кише кечине алайым этеди. Ол тамбла тойга барлыкты, бүгөчө башын тарап жатарга керекти. Кобарга сүймеди. Алай болсо да кобу барбаздан кучагы була нарат жаркаланы жыйырыла от жагага куйду. Мөлөхан жашчыкны жыйырылганын эслеп жүрүгү кайгылуу болуп сорду. Не болгонду балам, нек жыйырыласа? Айтырга сүймей Ибрахим баш төбөнүнө карады. Алай болсо да ол жук айтмаса да, от жарыкла Мөлөхан жаркалада кан бармагызланы эслеп караганында, жашчыкны бир колу кара күлтүм болуп, бир колуну аязынан да 2 узун жарадан кан чыга туру эди. Анасы колуна карап башлагалы жашчыкнын көзлөрүндө жыламыкла төгерек бурулуп төбүредиле. Байдымат карнашчыгын не заманда да бек сүйеді. Бу сагатта да колунда жараланы көргенинде жылап, кычырык этип эшикке качты. Анасы Ибрахимдин колларын ким алай эткенин сормагаллай да билейди. Алай болсо да жашчык була не заттан башлап сүйлөшөргө билмей, ким эткенди сени булай деп сорду. Ибрахимни окуткан афенди Мухаммад Амин 1-2 кере да анасына жашыгыз аптекini таусуп Куранга көчкенди сый этип келтирерге керексиз. Алай болмаса саби фахмусуз болот деп сездире турган эди. Мөлөхан дыгалас этиди. Алай болгалыкка Мухаммад Аминге сахан кычын халуа, коз өлтүргө колунан келмейди. Күндөн күнгө болжал этиди. Атасы келип чук келтиргеле кесибиз ашамай турлугу секте сый этип борчубуздан кутулур эдик деп тур эди. Алай болгалыкка Темурканы алдына карай Мөлөхандын көзлөрү тот болгон эдиле. Ола бир да келип көрүнмейди. Мөлөхан таш салдыра, кесиде таш жарга күрөшө, бир да болмай таш алдарга калганында ташланы эшикке куюп, эрин алдына карай жарлы жанынан тойгон эди. Сый келтирмегендери ачуу болуп Мухаммад Амин Ибрахимге эртеден бери тиш билейди. Мешгит алында сабиле балчы биле жылдаганча окуй тургалай. Мухаммад Амин афенди келип, ким калай окуганына карап тебиреди. Ибрахимдин катына жеткелей колунда да сипи бала кабла ойнай, баганага таянып карады. Ибрахим ол катына келгелей артыксыз да кара тизгелени оңнан солга тиек була тийип, кадалып окурга күрөшөйдү. Мен саңа Куранны белиңнен өргө тутуп оку деп ненче айтканма деп Ибрахимни кулагынан тартып өргө кобарды. Тут бери колуңу балакага деп, керилип жашчыкны колуна урама деп, ол колун артына качырып Мухаммад Амин кесини тобугун адамы чакыздырды. Кутурган туарча көзлери кызарып, асыра чуудан секирип кобуп, жашчыкны абадан сабилеге туттуруп, колунан канын куйгунчу балака уруп, ак капталына убак чырчик саби канын чачты. Ибрахим бир колунан каны келе, бир колуда от кебик жана, жылаганда эте алмай мүйүшкө бурулду. Тамин афенди да жума намаз кылдырырга мешгитке кирди. Намаздын аягында михрабта колуна Куранны алып, аваз берип башлады. Улла Аллахны каруу көп болганынан билерге керекти. Дауд пайгамбар теңизден өтө алмай токтаганында, Улла Аллахны кудурети була теңизге таягын атып, ол заманда теңиз эки жарылып, жол болуп пайгамбар аскери була өтүп кеткенди.
Куран бирөөнүн мүлкүнө заран этме, урлама деп алай үйрөтөдү. Бирөөнүн малы көптү да сен аңа зарлык этерге жарамайды. Аллах адамны жараткан заманда ар кимдин не рызкысы болдугун маңгылайына жазганды. Андан көп аз да табарың жокту. Жарлыла кесилерини мискиндиклерине тарыгы өтүп Аллахка ассы боладыла. Байны Аллах кеси билип бай этеди. Жарлыла байлага куллук эткен заманда хыянатсыз ишлерге керектеле. Бирөөнүн мүлкүнө хыянат этеме десең, ол дүйнөдө кечилик түйүлдү. Адзин афендини катыбла озуп, көкүрөгүндө ак капталында кан тамгаланы эслеп, "Афенди, абдессиз намаз кылдыраса, көкүрөгүңдө кан тамгаларың не затлалы" деп кулагына шыбырдады. "Койсоң бир кайгылы адамса, бүгүн бурнуң канаган эдандан чачылган болор" деп тырнагы била кырып кетерге да күрөштү. Алай болганлыкка аны кан ичкенлигин халкка билдирерге турганча, не кырса да кан тамгала бектен бек жагыла барган болмаса, кетерге унамады.